Өзбекәлі және Мәдине Майдан. Алғы сөз. 2022 жылдың күзі. Телефоным шыр етті. Құлағыма тоссам, тұтқаның ар жағынан «Аға, сәлем бердік» деген бойжеткеннің нәзік үні шықты. Көп жаса айта бер дедім. Білгім келеді деген студенттер клубынан хабарласып тұрмын. Ертең кезекті жиынымыз. Соған келіп Өзбекәлі Жәнібек жайында әңгіме айтып бере аласыз ба деп қолқа салды. Ол кезде Өзбекәлі жайлы жалпылама білгенім болмаса, өміріне терең бойламаған едім. Әлгі қыз қиылып қоймады. Жарайды, білгенімді айтып берейін дедім. Ендеше ертең кешкі сағат 7-де Жамбыл кітапханасында күтеміз деп жылы қоштасты. Келесі күні кітапханаға ертерек бардым. Жиынға дайындалуым керек. Өзбекәлінің «Тағдыр тағылымы» деген кітабын алып оқи бастадым. Сол кезде алғаш рет оның өмірінің ұңғыл-шұңғылымен таныстым. Әсіресе Торғай облысының мәдени өрлеуі мен экономикалық дамуы қатты таңғалдырды. Сол бөлімдегі ең қызық деректерді түртіп алдым да кешкі отырысқа тас түйін дайын отырдым. Клубқа 100-ге жуық студент жиналды. Я Құдай, тіл мен жақты сүріндірме деп іштей сыйынып алдым да әңгімені бастай жөнелдім. Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді деген сөздің ақиқатын қара. Өзбекәлінің өмірі жайлы толғап бастаған сәттен-ақ кең бөлмеге таңғажайып тәңірлік толқын ене бастады. Барған сайын әңгімеде қоюланып, жастардың жанарынан ұшқын көрінді. Олардың өмірге құштарлығы оянып, қазақ мәдениетін тереңірек білсек деген ынтасы арта түсті. Тыңдаушы ықыласты болса, сөйлеуші шешен келеді деген. Менің де арқам қозып, қан тамырым бүлкілдеп, жүрегім шымырлап, көкірегім кеңіп шыға келді. Кездесу 2 сағатқа созылды. Жастарды қайдам, өзім өмірдің басқа бір дәлізін ашқанда ерекше күйге бөлендім. Бұл не мұғжиза? Бұл өмірдің ең маңызды низамы. Адамнан өзге тіршілік иесі бұл әлемге піскен болмыс күйінде түседі. Оларда өзгеріс болмайды. Дайын күйінде туып, сол күйінде өзгермей өледі. Өлгендердің жаңалары алмастырып кете береді. Ал адам баласы басқаша. Ол шикі болмысқа жатады. Яғни туған кезде оның кім болатынын, өлетінін, сәтте қандай күйде түсетінін ешкім болжай алмайды. Өмір адамға мәңгі өлмес болмысқа айналу үшін жаратушыдан берілген қайталанбас мүмкіндік. Бірақ оның шарты бар. Шарты ар алдында, қоғам алдында, ұлт алдында, Құдай алдында қиналмай адамдық борышты арқалау. Сол жолда тартқан азабың мен көрген қорлығың үшін біреуден мүсіркеу күтпеу, мақтау дәметпеу. Осы шартқа көніп, аманатты арқалап, қиын тағдырды саналы түрде өмір сүрген адамға Тәңірісі мәңгілік болмыс күйін сыйға тартады. Бұдан соң адамның өзі өлсе де, оның болмыс сипаты кейінгі ұрпақтың жүрегіне от жағып, тіршілігіне оңынан әсер етіп тұра береді. Осы кездесумен мені терең ойға қалдырды. Себебі қазақ жастары Өзбекәлі Жәнібек жайлы жарытып білмейтін болып шықты. Баспасөз бетінде там-тұмдап шығып қалатын естеліктер тұлғаның таныла түсуіне анау айтқандай ықпал ете алмаған. Әсілі мәңгілік барлыққа өтіп кеткен болмыс тыныш жата ма? Ол өзінің бар екенін білдіріп басқаларды түртпектейді. Оны мына оқиғадан білесіз. 2022 жылдың қарашасында Инстаграм парақшама бүгін Өзбекәлі Жәнібекті әңгімеге арқау етемін. Тыңдаушының өміріне өзгеріс әкеледі деп хабарлама жазып қойдым. Олай болса, қанекей деп оқырмандар ықылас танытты. Кешке тікелей эфирге шықтым да «Тағдыр тағылымы» кітабын дауыстап оқыдым. Жай ғана оқып қоймай, философиялық, экзистенциялық ойларды тұздық етіп қостым. Эфирдің өзі сағатқа созылды. Жұрт тапжылмай тыңдады. Болмыстың ашылуы осы кезде тағы көрінді. Эфир біткен сәтте Өзбекәлі деген кім? Мұндай да қайраткер болған ба? Неғып бұрын естімегенбіз деп тыңдаушының бәрі теңселіп кетті. Жалғасын айтыңызшы. Кітабын қайдан алып оқимыз деп сұраған адамда есеп жоқ. Сол күні эфир көрген жұрттың бәрі Өзбекәліні талқылап кетті. Яғни болмыс ретінде ашылайын десе, өзінің ішкі потенциалын жыға алмай, күш-қуатын қайда жұмсарын білмей, экзистенциялық вакуумда тұншығып жатқан адамның бәрі өнегелі өмірдің жойылмас өрнегін көргендей болды. Олар Өзбекәлінің жарық шашқан мәңгілік болмысына ентелей ұмтылды. Қызықтың көкесі келесі күні басталды. Түске таяу телефоным толғап қоя берді. Қарасам, шетелдік нөмір. Амандасқан соң тыңдап тұрмын дедім. Мен Нұрбақ Рүстемов деген ағаң боламын. Бұхаресте елші болып жұмыс істеймін. Кеше Өзбекәлі жайлы эфиріңді тыңдадым, маған ұнады. Өзбекәлі сияқты қазақ мәдениетін тірілткен тұлғалар санаулы. Оның ерлігін қалай насихаттасаң да аздық етеді. Мен ол кісінің көзін көріп тәлімін алған аз қазақтың бірімін. Бір басыма жасаған жақсылығын айтып тауыса алмаспын. Автор кітабында көп оқиғаны тарқатып жазбаған. Оның себебі де бар. Байқағаным, сен ол кезеңді жетік білмейтін сияқтысың. Саған сол дәуір мен оның замандастары жайында аз-кем ақпарат берейін деді де 1 сағатқа жуық тарихты тарқатты. Кітапта ата алмай кеткен жұмбақ типтердің бет пердесі сыпырылып, оқиғалар анықтала түсті. Сахнаның арғы бетін тамашалағандай көзім шәйдай ашылды.
Інім, енді саған бұйымтайым бар. Ел үшін туған ерлердің қалам ұстаған ақында алынбаған ақысы бар деген. Сол ақысын өте, осы істі қолға алсаң, Өзбекәлі жайлы еңбек жаз. Жаңа буын оны танып өссін. Өз ағаңмен замандас болып, оның көзін көріп, қызметтес болған кісілер қазір де тірі. Соларға хабарлас та сұхбаттас. Деректерді жинап ал. Телефон нөмірін тауып берейін, сенімен жолықсын деп өтініште білдірейін. Шаршадым деме. Жатпай тұрмай осы істі қолға алып, абыроймен ақтап шық. Жастар оның өнегелі өмірінен шабыт алып, Өзбекәлі сияқты мәдениет үшін күресетін қайраткер болсын деді. Осылайша мойныма еріксіз борыш жүктеді. Адамдық борышты арқалаған мәңгілік болмыстың бір қасиеті осы. Оның өміріне жанап кетсең, өзіңнің де мойныңа бір борышты арқалатып жібереді. Құрметті оқырман, бұл кітапты оқып біткенде сіздің де мойныңызда бір борыштың ілініп тұратынына күмәніңіз болмасын. Бірақ ол борыштан шошымаңыз. Бұл сіздің бағаңыз болуы әбден мүмкін. Нұрбақ Рүстемовпен ауызша уағдаластық. Іздегенге сұраған. Бір айдан соң 2022 жылдың желтоқсан айында Алматы қаласында Өзбекәлі Жәнібекті еске алу шарасы ұйымдастырылды. Өзбекәлі атамыздың ұрпағы осы жиынға мені шақырды. Өзбекәлінің әлеміне тереңдеп кіре бастадым. Түрлі дерекке қанығып, балаларын көріп, бір жасап қалдым. Жиыннан соң Өзбекәліні зерттеу сапарым басталды. Елші мырза сөзінде тұрды. Жасы келіп күтімге мұқтаж болып отырған кірпияз қариялардың бәрін дерек беруге көндірді. Асыққанымыз қандай жақсы болған. Себебі ең жас куәгердің өзі бұл кезде 75 жаста болатын. Алдымен Алматыда тұратын Никара Абаевамен жолықтым. Сосын ат басын Қапшағайға бұрып, Нұрлан деген туысымен таныстым. Астанада Ізім Тойғанова, Тойшығара Салғараұлы, Ниетжан Өзбекәліұлы, Мұхтархан Манафов және Мырзатай Жолдасбекпен сұхбаттастым. Атырауға барып Гүлжан Талпақованың әңгімесін тыңдадым. Қостанайда Ибрахим Ағытайұлымен тілдестім. Шымкентте Райса Райымбекованың үйінде қонақта болдым. Түркістанға келіп Өзбекәлінің немере інісі Нұржан Серіммен жүзбе-жүз сөйлесудің сәті түсті. Маған сұхбат беруге келіскен кісілердің бірі Сергей Терещенко еді. Онымен хабарласқан кезімде қазір қарбаласпын, келесі айда хабарлас айтып беремін деген. Өкінішке қарай ол кісі 10 күннен соң о дүниеге аттанып кете барды. Әрі қарай кітапханада отырып Өзбекәлі жайлы жазған деректерді ақтардым. Байқағаным, Өзбекәлі тануда жазушы ғалым Құлбек Ерекөбек көп естелік сақтап қалуға тырысқан. Ол өз ағаңның соңғы сәтіне дейінгі оқиғаны қаттап, кәдімгі жылнамашы құсап жазба жүргізген. Осы деректерді назардан өткізіп, оқиғаларды рет-ретімен қойып, қолдан келгенше экзистенциялық талдау жасауға тырыстық. Құрметті оқырман, бұл кітапты соңына дейін оқып шықсаңыз, Өзбекәлі Жәнібектің мәңгілік болмысымен әсерлесесіз. Бәлкім сіздің де іштей ыдырап, мәні мен маңызы қаша бастаған сүреңсіз өміріңізге ғайыптан сәуле түсіп, мағыналы ғұмыр кешуіңізге септігі тиіп қалар. Қыздарға қорған табылды. Қаулының жобасына неге қол қоймадың? Григорий Андреевич, солярка сасыған қызға қандай жігіт жолайды? Қыздың келешегін ойлау керек. Мыңдаған еркек офисте қағаз кеміріп отыр. Трактор айдайтын адам табылмаса, соларды жіберейік. Керісінше, қыз-келіншектер кеңсеге ауысса, ұқыптылық пайда болады, деді ол. Сол сәтте Батраков орнынан ұшып тұрып: көрдіңіз ғой, Григорий Андреевич, бітіп тұрған шаруаны комсомол хатшысы әдейі қиындатып отыр, деп безілдеді. Сіз әлі де түсінбей тұрсыз. Мен трактор бригадасына қарсы емеспін. Бригада құрылсын, жұмысын жасай берсін. Бірақ бригаданы қыз-келіншектен жасақтауға үзілді-кесілді қарсымын. Неге қарсысың? Олар барса не болады? Ештеңе болмай ма? Не қалады екен? Ендеше өзіңіз әйеліңіз бен қызыңызды тракторшының курсына жіберіңіз. Сіз жіберсеңіз, мен құжатқа қол қоямын. Бірақ олай етпейтініңізге сенімдімін. Біреудің әлпештеген әйелімен еркелеткен қызын ауыр жұмысқа үгіттеп, егіске айдап салу оңай іс. Кезек өзіңе келгенде кібіртіктеп қаласың, деді қаймықпай. Оның кескінінен мен тірі тұрғанда ешбір қазақ қызы трактордың рөліне отырмайды деген кесімді рай білініп тұрды. Содан болар мысы басып Батраковты ықтырып қойды. Ол айтарға сөз таппай тосылды. Осы кезде үнсіз отырған Рудине сынып кетті ме, әлде аяқ астынан шыншыл болып шыға келді ме белгісіз. Бірақ хатшы дұрыс айтады. Әйелден бригада құруға мүдделі адамның бірі мен. Сөйте тұра оған қарсымын. Соғыс кезінде талай әйел тракторға отырған, солардың 30%-дан астамы кейін бала көтере алмай қалды. Осыны ескермесе болмайды. Григорий Андреевич деп мұның жағына шықты. Бұдан соң олардың алдыңғы арны басылып жұмсарып сала берді. Ақылдаса келе, арнайы қаулы керек емес. Қыз-келіншектен бригада құрғысы келгендер алдымен оған жағдай жасасын. Сосын барып бұл мәселе қайта қаралсын деп тарасты.
Ал бұл дау 1965 жылдары Григорий Андреевич Менниктің кабинетінде болып жатыр еді. Ол 1963 пен 1972 жылдар арасында орталық комитеттің хатшысы болған. Дау былай басталған. Республикалық Казсельхозтехника бірлестігі қыз-келіншектен егістікке трактор бригадалары құрылсын деген кесір ұсынысты өкіметке ұсынған. Батраков осы қаулыны ұсынған бірлестіктің төрағасы, Рогенес болса ауыл шаруашылығы министрі. Осы үш мықтымен тіресіп отырған 34 жастағы комсомол хатшысы Өзбекәлі Жәнібек. Біздің кітаптың басты қаһарманы осы жігіт ағасы болмақ. Комсомолдың қарсы хатшысы карьерасын бәйгеге тігіп, не үшін өкіметпен тіресіп отыр? Себебі ол қыз-келіншек бригадасы дегеннің астарында қазақ қыз-келіншегі деген солақай саясат жатқанын жақсы біледі. Мұндай ауыр жұмысқа жегілгенде үлбіреген қазақ қызының нәзіктігінен 4-5 жылда түк те қалмайды. Бұл жұмыстың ауырлығы табиғаты қолайлы оңтүстік аймақта онша білінбейді. Бірақ ауа райы қатал солтүстік өлкеде трактор айдаған әйелдер бала таппайтын бедеу болып қалатын. Bir қызық ақжүрек Рогенес мұны жақсы біледі, және ол да бұл қаулыға қарсы. Дәл осы уақытта орыстың қыз-келіншектері Алматыға пропискаға бірден тіркеліп, оп-оңай пәтер алып, астың асылын ішіп, тонның қамқасын киіп, сенбі-жексенбіде медеуде коньки теуіп жүретін. Бұл қаулының түбін қазсаң, жіптің ұшы Кремльге тіреледі. Ондағы сұмпайы коммунистер Қазақстанда мәдени геноцид жүргізіп жатқан, яғни қазақ жұртын сталиндік кезеңдегідей аштықпен қырып, тұрпайы жолмен атып, ит жеккенге айды физикалық түрде жоя алмайтын. Қолайлысы мәдени геноцид жүргізу. Ол былай болады. Қазақтарды қалаға жолатпайды. Жігіт тұрмақ қызының өзін оқуға түсірмей, қара жұмысқа жегеді. Жолы болып қалаға орнықса да баласын қазақша оқытуға мүмкіндік бермейді. Қазақ мектебі мен балабақшасын қолдан тұншық тұрады. Осыншама тегеурінді мәдени геноцид күшінде тұрғанда 34 жастағы Өзбекәлі қорықпай өкіметтің саясатына қарсы қимылдап тұр. Ол биліктің тетігін жақсы біледі. Ереже бойынша комсомолдың бірінші хатшысы қол қоймаса, партияның ешбір қаулысы жүзеге аспайтын. Алматыдағы коммунист көсемдер мұндай қарсылыққа алғаш рет тап келіп тұрса, таңғалмаңыз. Себебі бұдан бұрында жоғарыдағы шенеуніктер ешкіммен ақылдаспай, желігі басылмаған жастарға оңай кететін түрлі ұран ойлап тауып, комсомолдарды елдің кез келген түкпіріндегі қара жұмысқа сұраусыз сала беретін. Өзінен басқаны жағымсыз жұмысқа жегу Ресей империясынан мирасқа қалған дерт. Әреге бармай 1916 жылдың Юн жарлығын еске алыңыз. Ақ патша бұрынғы уәдесін жұтып, қазақтарды бірінші дүниежүзілік соғыстың қара жұмысына жеткен. Торғайдағы көтеріліс судан шықты. Теңдік әпергіш әділ совет өкіметі орнаған соң да қазақтың бағы жанбады. Қазақ ұландарын советтік ұрандармен көрінген саланың қара жұмысына жұмсай беретін. Өзбекәлі комсомолдың бірінші хатшысы болған соң осындай қауіпті қаулылардың желкесін қайда. Оның аргументі мен әруағының үстем түскені сонша, сол кездегі орталық комитеттің екінші хатшысы Титов Өзбекәлімен санасып қана қоймай, қолдауға мәжбүр болды. Ол кезде екінші хатшы Қонаевтан кейінгі екінші адам. Биліктегі мұндай ықпалды кісіні ықтыру немесе дегеніңе көндіру оңай шаруа емес. Бәлкім, қауіпті. Орда жық ұрған. 1963 жылдардың басында Семей облысының Шұбартау ауданында басталған қой бағу ұраны бірнеше жылда Қазақстанда жайпап кетті. Ұранның әсерлі болғаны сонша, мектепті алтын медальға бітірген оқушының өзі қой бағып өкіметке ет күткізуді абырой санаған. Осындай ұранның тұзағына түсіп қалған аңғал қазақтың бірі тарихшы Қойшығара Салғараұлы. Кітап жазу барысында онымен сұхбаттастық. Ол Торғайда Өзбекәлімен істес болған екен. Сұхбатта бүй дейді. Мектепті жақсы оқыдым. Кітапты бір оқысам түгел жаттап аламын. Мені бәрі Алматыға барып ғылым қуып, ғалым болады деп ойлаған. Аудан деңгейінде танылып та қалған шамам бар. 1957 жылы Лениншіл жас газетіне қой бағуға кетіп бара жатқан жастардың тартымды фотолары шықты. Ол кезде 9-шы класста оқимын. Сол ұранға елтіп, жатсам тұрсам 100 қойдан 130 қозы алу деген арманға маталдым. Сабағым нашарлап кетті. Кітап оқуға деген ынтам азайды. Мектепті бітіре сала өзім сұранып малға аттандым. Сол жылдары 2-3 жыл қой бақпасаң, аттестатыңды бермейтін. Кіммен сөйлессем де өкіметке ет керек деп көпініп сөйлеймін. Бір күні ауылға бұрыннан таныс, көзі ашық райкомның бір басшысы келеді. Ол Қойшығарыны көріп, «Әй, сен бала, мұнда не істеп жүрсің?» деп сұрады. «Не істеп жүргені қалай, қой бағып жүрмін» деді майданның шебінде тұрған жауынгер ұқсап. «Мен сені ғалым болады деп ойласам» деді ол күрсініп. «Отанымыз СССР-ге ет керек, ол үшін мал басын көбейту қажет. Бұл да бір ғылым деп соғып тұрмын». «Әй, басты қатырма, қойды жаздың басына дейін бағасың. Сосын Алматыға оқуға жіберем, дайындала бер». «Мен бармаймын, бәріміз оқу қусақ малды кім бағады, өкіметке кім ет береді? Сен бала не білесің, мұның астарында қисық саясат жатыр. Елге шамшырақ болып жол көрсететін өзіңдей ақылды азаматтар қой бағып жайына кетті. Ертең осының кесірінен ел азады.
Ақылдының мал табуға септігі жоқ, ақымақтың мал табуға кемдігі жоқ деген. Қойды кез келген адам бағалап, тіліңмен жағыңа сүйенбей Алматыға бар. Не саясат дегенің барғасын көресің деп ашуланды. Райкомның айтқаны айнымай келді. Сол кездегі Киров атындағы КазМУ ге түскен соң қазақ ұлтының қандай аянышты халде екенін көзбен көрдім. Журналистиканы бітіріп, тұлғалармен тілдескенде бұл тақырыпқа тереңдей түстім. Бақсам бақа екен дегенде қазақтың төл тарихын оқиға тыйым салған екен. Осыған ерегісіп, мен кейін тарих ғылымына ауысып кеттім. Дәл осындай оқиға Әбіш Кекілбаевтың да басынан өткен. 1955 жылы Нұртас Оңдасынов мәдени айдауға ұшырап, қызметі төмендетіліп, Гурьев облысы атқару комитетінің төрағасы болып бекітіледі. Бірақ тағдыры оны талантты жазушының бағын ашу үшін мұнда келгендей көрінді. Себебі сол жылы мектеп бітірушілерді қой бағуға жіберіп жатқан. Нұртас мұның алдында ғана Әбіштің бір мақаласын газет бетінен оқып, жазу қабілетін байқаған еді. Bir күні ол қой бағып жүрген жастар бригадасының тізімінен Әбіш Кекілбаевтың атын оқып қалады. Дереу оны өзіне шақырып, мән-жайды түсіндіреді де Алматыға оқуға жібереді. Бірде Өзбекәлі Кентауға жиынға барды. Облыс басшысы жақында Кентаудың жастары мал бағуға аттанады. 100 қойдан 130 қозы алатын батырлар бізден де шығады деген ұранды түйдек-түйдегімен төгіп тұр екен. Мұны естігенде Өзбекәлінің қаны басына шапты, шыдай алмай. Білдей облыс басшысысыз. Сізді түсіне алмадым. Біз қазақ жастарын өнеркәсіптің сан саласына бейімдей алмай жатырмыз. Маманданған қазақтың саны санаулы. Аз қазақты тиімді пайдаланудың орнына оларды неліктен қалаға емес, қырға қуып жатырсыз деді. Жоқ, мені дұрыс түсінбедіңіз. Қой бағуға қазақтар ғана емес, өзге ұлт өкілі де бірге аттанады деп басшы ақталғандай болды. Осы сөзіңізге өзіңіз сенесіз бе? Қойшылыққа қазақтан басқа орыс не татарды, гректі жібере алмайсыз ғой. Әлде Степановты ұмытып қалдыңыз ба? Деп ұраншыл басшының аптығын басып тастады. Себебі мұның алдында ғана мамандығы слесарь Степанов деген орысты Созақ ауданындағы Құмкен совхозына қойшы қылып жіберген. Безіп кетпесін деп жағдайын да жасаған. Ол соның өзінде бұл шаруаның азабына төтеп бере алмапты. Bir ай болмай жатып Шымкенттегі жылы ұясына тайып тұрған. Осындай оқиғаның бірі Отырар ауданында да жүріп жатты. Шәуілдір ауданының басшысы Тайбеков мектеп бітірген жастардың қолына комсомолдың қызыл туын ұстатып, қойшы ауылдарға лек-легімен аттандырып жатқан. Өзбекәлі оған да тосқауыл қоюға тырысып, ең болмаса қыздарға тиіспеңдерші, қойшыға күйеуге тисе онсыз да қойшы болады ғой. Бәрін бірдей малға салатындай бастарыңа не күн туды дегенде ісіне адал парторг. Амал жоқ, тапсырма солай деп шынын айтып қойды. Өзбекәлінің қойшыға тисе онсыз да қойшы болады деген ымбалын былай пайымдауға болады. Жас жігіттің бәрін қойға қудың, олар енді оқи алмайды. Өмір бақи қойшы болады. Енді оқыған қыздың да амалсыз қойшымен тұрмыс құрғанда, оның да оқуы жайына қалады. Яғни жапалақпен тасты ұрсаң да жапалақ өледі, таспен жапалақты ұрсаң да жапалақ өледі деген ақиқатты астарлап тұр. Ол кезде мектепті жаңа бітірген 17 жасар қызды айдалаға апарып, еркектердің арасында қой бақтыру қауіпті болатын. Қорғансыз қызға үнемі қатер төніп тұратын. Олардың талайы абыройдан айырылып, аборт жасатып тағдырын күл-талқан қылды. Осы нүктеде Шыңғыс Айтматовтың Қошбол Гүлсарысын еске алыңыз. Бұл оңбаған оран улы жемісін жылдан берді. Bir жылдың ішінде қаладағы үлкен оқуға аттанатын қазақ жастарының саны 2 есеге кеміп кетті. Мәдени майданның басталуы. Қалай десеңде қазақты қараңғы халыққа айналдыру процесі іске қосылды. Миы коммунистік партияның идеологиясымен уланып қалған облыс пен аудан басшылары астына Волга мініп, қолына қызыл ту алып ұрандатып шауып жүрген. Мұндай үлкен маховикке жалғыз Өзбекәлі қарсы тұра алмайды. Оның үстіне сол кездегі Қазақ СССР-ның бірінші қарсысы үнсіз қалды. Ұранға елтіген жастар лек-лек болып қой шаууға аттанып жатқан. Жамандықты көз жерден сезетін Өзбекәлі мұның түбі ұлттық апат екенін түсінді. Яғни қазақтар Канаданың алыс аймағында түкке жарамай резервацияда қалып қойған байырғы ұлттың өкілдері үндістер сияқты екі буын ауысқан соң мал баққаннан басқа түк білмейтін мешел ұлтқа айналары қақ. Өзбекәлі енді күрестің басқа тәсілін таңдайды. Қойшылар оқу-ағарту өнімдері мен мәдени құндылықтан кесіліп қалмас үшін оларды осы әлсіз тарапынан қолдап қолпаштап, мәдени өніммен қамтамасыз ету жағын қолға алды. Алдымен портативті радиоқабылдағыштар жөнелтілді. Енді кез келген қойшы қазақ радиосы мен шалқардың таратқан ақпаратын жайлауда жүріп ақ қиналмай тыңдайды. Мүмкін болған аймақтарға шағын электростанциялар орнатты. Қойшылар сығырайған майшамнан құтылып, цивилизацияға жалғанып алды. Көшпелі моншаға тапсырыс көбейді. Ыстық су арқалаған үлкен көліктер шопандарды аралап, апта сайын отбасымен моншаға түсіретін. Сол заманның орасан байлығы ағаш жиһаздарды да жеткізіп берді. Оқу-тоқу ісіне қарайып қалмасын деп жайылымдарда оқу пункттерін ашты. Газет, журнал мен көркем әдеби шығармаларды жылдам жеткізу жолға қойылды. Осы стратегияның ұтымды болғаны сонша кейбір шопандар қаладағы онша-мұнша оқымысты қазағымен аттан түспей сөйлесетін деңгейге жетіп
тынды. Әдетте қоғам идеалсыз өмір сүре алмайды. Олар болмаса тәжірибесіз жас буын жігері мен қайратын баянсыз іске сарп қылады. Абайдың сөзімен айтқанда, болмасаң да ұқсап бағатын бір тұлға керек. Ауыл аймақтағы қазақ жастарының бәрі 100 қойдан 130 қозы алатын социалистік еңбек еріне жаппай еліктей бастаған. Провинциядағы дилетант ақындар мен композиторлар оларға өлең арнап идеалға айналдырып жатқан. Оқушылар бұл өлеңдерді жатқа оқып, ұранға елтіп, өзгесін қойшы боламын деп кеудесін ұрып мақтанатын. Сол кезде әр ауылда әнге қосып мақтанып айтатын өз шопаны бар еді. Шопан ер естіп пең мұқан ерді, неше рет осы топқа талай келді. Омырауда қос өрдені жарқылдаған шіркін-ай, жақындатқан алыс жерді. 100 қойдан 10 мың қойды өзі өсіріп, осындай бір тамаша өнім берді. Атақты шопаным бар Біргебаев, табысы қанаттанған ірге жайып. 100 қойдан 140-тан төл өсірді, табыскер өресі өскен елге лайық. Туып өскен жерімде күн құлағы шығып тұр, тана қашып тай тоқтап, саулық егіс туып тұр. 100 саулықтан 150 қозы өсіріп беріп тұр. Шопандармен жылқышым құтты құрық болып тұр. Қартта байып сатылған, еңбектері ағылған. 100 биеден 100 құлын аман есен қосылған. Бұл қауіпті тенденция. Ұлт өзінің интеллектуал потенциалын бір ғана кәсіптің жолында жоғалтатын түрі бар. Сол кездегі геройлар туралы ел ішінде мынадай күлкілі әңгіме бар. Бірде Бауыржан Момышұлы пойызбен жол жүріп келе жатып, еңбек ері жұлдызын омырауына таққан бір кісімен сапарлас болыпты. Пойыз қозғалып ұзақ жолға бет алған кезде Баукең: ал енді таныспаймыз ба? Бір үйге тіреу болғандай бой сойыңыз бар екен, кім боласыз депті. Баукеңнің сөзіне бейтаныс қазақ ыңырана жауап беріп: кім екенімді көрмей отырсың ба? Герой боламын дейді. Бұл жауап Баукеңе ұнамады да қатқылдау үнмен: бұл батыр атағың не үшін алдыңыз деп сұрады. 100 биеден 100 құлын алғаным үшін депті бейтаныс қазақ. Сонда Баукең: айғыр шапты, байтал тапты, оған сенің қандай қатысың бар? Герой атағын саған емес, 100 биеге 100 құлын таптырған айғырға беру керек. Текке мақтанып отырсың. Ал мына мен Москва түбінде Волоколамск тасжолында қалың жауды жайратсам да, омырауыма медаль таққаным жоқ. Бірақ халық қойған батыр атағым бар деген екен. Мұны естігенде бейтаныс қазақ орнынан атып тұрып: Баукең екенсіз ғой, ағасы, менен бір әбестік кетті, кешіріңіз деп қолын алған екен деседі. Совет үкіметі кезінде қолдан жасалған қаһармандар ғана насихатталған. Осының кесірінен қазақтың жас буыны өмірдің асыл мұратын дұрыс көздей алмайтын. Өмірде шалыс басу, адасу, шатасу, сәтсіз қартаю, абыройсыз өлу деген сияқты экзистенциялық апаттың бәрі даңқы өшпес батырлар мен болмысы өлмес әулие Хазірет Ишан және бей шешендерді танымағаннан басталатын. Осындай қауіпті түсінетін кейбір зиялылар қолынан келгенше ықпал ету аймағын пайдаланып, студент шәкірттерінің санасына енгізуге тырысатын. Актер Тоқсын Құлыбеков мынадай естелік айтады. Біз 8 бала 2-ші курстан бастап Асқар Тоқпановта оқыдық. Тоқпановтың әр сабағы Абайдан басталатын. Бірде ол менен: сен қай жақтансың деп сұрады. Талдықорған дедім. Наймансың ба, Жалайырсың ба? Жалайырмын. Жалайырдың игі жақсыларынан кімді білесің? Нұрмолда Алдабергенов 2 мәрте еңбек ері, Жазылбек Қуанышбаев. Бізде Талдықорғанда Қызылшадан батыр болғандар да көп қой. Солардың аттарын да тізіп жөнелген. Әй атаңа нәлет деді бір кезде Асекең. Ескелді, Балпықты неге айтпайсың? Қабан жырауды неге айтпайсың? Бақтыбай ақынды неге айтпайсың? Сенің дважды геройларың маған 5 тиынға да керегі жоқ. Маған өкіметтің қолдан жасаған геройларын айтпа. Содан кейін маған 2 сағат Ескелді, Балпық туралы лекция оқыды. Осыдан бастап осы әулиелерді біле бастадым. Өзбек әлінің бағына орай Ильяс Умаров деген шенеунік оны қолдады. Ол Қазақ СССР мемлекеттік жоспарлау комиссиясы төрағасының 1-ші орынбасары болатын. Ол өзбек әлінің мәдени ағарту жоспары мен жобаларын қуаттады. Әдебиетте Олжас Сүлейменов, Тұманбай Молдағалиев, Сәкен Жүнісов сияқты жас таланттардың төбе көрсеткенін есіне салды. Сөйтті де сен осыларға қамқоршы бол деп өзбек әліге тапсырма берді. Іздегенге сұраған деген осы. Жас талант көрсе танытқысы келіп тұратын өзбек әлі дарынды жастарды идеалға айналдырумен шыңдап шұғылданды. Көп ұзамай Олжас Сүлейменовтің даңқы дүрілдеді. Артынша оған еліктейтін қазақ жастарының шоғыры пайда болды. Олжас сияқты Алматыда білім алу, әдемі киініп жүру ауылдағы оқушының арманына айналды. Ал Тұманбай болса өзбек әлі ұйымдастырған комсомолдар бюросына разы болғаны сонша бірде: болашақта менен танымал ақын шығатын болса, осы бюроға өлгенше қарыздар боламын депті. Осы бюроға қатысқан Тайыр Жароков өзбек әлінің жас таланттарға көрсеткен жәрдеміне қызығып: әй өзеке, жастарға қамқор болғаның дұрыс, бірақ біз сияқты кәрі комсомолдарды да ұмытпасаңшы деп ағынан жарылыпты. Ғани Мұратбаев феномені. Өзбек әлі Жәнібек 1956 жылы ауданнан көтеріліп, Шымкент облысының комсомол ұйымына 1-ші хатшы болып келді. Қазақ жастарына идеал табу деген проблема бұл кезде шегіне жетіп тұрған. Осыдан 20 жыл бұрын қамыстай қаулап шыққан алаш арыстарын Сталин баудай қырған. Репрессиядан аман қалған сол кездегі атқамінер қазақтың бәрі алаштықтарды ұмытпаған. Олар жайлы шағын жиындарда сыбырлап қана сөйлесетін. Сол кезде ұмыт бола бастаған қазақтың бір арда азаматын ұлықтауды қолға алды.
ол Ғани Мұратбаев. Осы бір таңғажайып тұлғаның атаусыз кетіп бара жатқаны өзбек елінің арқасын аяздай басатын. Одан басқа танымал тұлғаны жарнама жасау қауіпті. Атылмасаң да айдалып кетесің. Тым болмағанда карьераңа мәңгі бақи крест қойылады. Ол кезде өзбек елің тұрмақ даңқы жер жарған Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Ахмет Жұбанов сияқты академиктер осыдан 4 жыл бұрын қудаланып, Мәскеу жағалап жүріп, әупірімдеп аман қалған. Ал бағы жанбаған Ермұхан Бекмаханов, Қажым Жұмалиев, Бекежан Сүлейменов, Қайым Мұхамедханов, Есмақан Ысмайылов сияқты ірі ғалымдардың өзі 25 жылға сотталып кеткен. Осындай қауіпті кезеңде Алматы мен Мәскеуге бірде жағатын әрі қазақ халқының да жүрегінен орын алған идеал тұлға табу қиын. Аман қалған зиялылар Ленинді ұлықтап, басының амандығына олжа етті. Қандай да бір артық қимыл жасау үшін тәуекелге бел бууың керек. Өзбек елі Шымкентке келген бойда Ғанидің тұлғасын жастарға танытуды қолға алды. Аға буын Ғаниді онсыз да жақсы білетін, себебі Ғани Ташкенде жүргенде кәнігі ұры-қарыға айнала бастаған қаңғыбас қазақ балаларын қуыс-қуыстан іздеп тауып, жуындырып, шайындырып интернатқа жатқызған. Соның бірі профессор Бейсенбай Кенжебаев. Оның интернатқа келіп түскені жайлы Анисимова деген әйелдің оны Ғани деп атады деген естелігі бар. 1920 жылы Ғани Ташкент базарынан ұрлықпен айналысатын 6 баланы ұстап әкелді. Ішіндегі атаманы Бейсенбай екен. Ғани оларды базардағы саудагерлерден нан мен жеміс ұрлап, соны бөлісіп жатқан жерінен ұстап алып, алдымен өзімді таныстырайын, менің атым Ғани, әкемнің аты Мұратбай, қасымдағы жігіттің аты Әбдікәрім, сендерді көптен бақылап жүрміз. Мұна істерің жарамайды, ұрлық-қарлықпен өмір бақи тіршілік ете алмайсыңдар. Bir күні қолға түссеңдер, жазаларыңды береді. Жүріңдер, сендерді интернатқа апарып орналастырайық. Сонда оқытамыз. Бұрынғыдай ұрлықпен күн көрмейсіңдер, ыстық тамақпен жылы төсек дайын. Бұған не дейсіңдер деді. Балалардың атаманы Бейсенбай бас изеп келіседі. Ол кезде Бейсенбай Ғанидан 2 жас кіші. Осылайша оларды Ташкенттегі номер 4 балалар үйіне әкеледі. Ғани оларға орысша дәріс беріп сауатын ашқан дейді. Бейсенбай Кенжебаевтың өзі де менің тағдырымда Ғани Мұратбаев шешуші рөл атқарды деп еске алады. Ал осы Бейсенбай Кенжебаевтан білім алған Мұхтар Мағауин, Мырзатай Жолдасбеков, Немат Келімбетов, Рымғали Нұрғали, Алма Қыраубаева, Қойшығара Салғараұлы, Қанғали Сүйіншәлиев, Құлбек Ергебек сияқты ғалымдар легі қазақ аспанында шамшырақ болып жанып тұр. Ғанидың осы ізгілікті істің құмарына кіргені сонша 1920 жылы бір жолдасына жазған хатында ғылымсыз, оқусыз еш нәрсе болмайды екен. Биыл қара табан кедей жастардан 500 баланы оқу орындарына орналастырсам деп жүрмін дейді. Ғанидың қамқорлығын көрген балалардың бірі белгілі ақын Асқар Тоқмағамбетов. Ол біз оның шағын кабинетіне түгел сыймадық. 40-қа жақын орыс, қазақ, қырғыз, өзбек балалары оны қаумалап тұрып алдық. Бізді Пушкин көшесімен профшкола дейтін су мұраптарын даярлайтын мектепке әкелді. Ғани күні бойы жүріп бәрімізді осы мектепке орналастырды дейді. Ғани қырғыздың қала ақыны Алы Тоқанбаевты да бала кезінде қаңғып жүрген жерінен тауып алып интернатқа келген. Ол Ғаниді ел сүйетін, жетімдердің қамқоры еді деп тебіреніп еске алады. Ғанидың қамқорлығын көрген және бір қайраткер Нұртас Оңдасынов. Ол да Ғанидың тұтқынына түскенде 15 жаста, ал Ғани 17-ден енді асқан. Жақпақ Артықбаев деген зиялы бүйде естелік жазады. Ғани 250 студентке қамқор болып, 1 айлық ақшасын түгел беріп жіберетін. Өзін жастар үшін құрбандыққа шалған қандай кең жүрек. Мұндай қамқорлықты ашаршылықта емес, ит басына іркіт төгілген заманда да екінің бірі жасай алмасы шындық. Бұл қамқорлықты кім ұмыта алады? Аштықта жеген құйқаның дәмі кетпейді дегендей, таршылықта қысыл-таяңда біреу-екеу емес, 250 студентке көрсеткен қамқорлықты ұмытуға бола ма? Профессор Әбубәкір Дибаев 1920-32 жылдар арасында Түркістан өңіріне экспедиция жүргізіп, жергілікті халық ауыз әдебиетін жинап қалуды ойлайды. Ол көзі ашық ғалым ретінде қазақ халқының ғасыр алмасатын жауапты кезеңде тұрғанын түсінді. Көшпелі өмір күннен күнге келмеске кетіп жатты. Ендеше көшпелі цивилизация өндірген таңғажайып ауыз әдебиеті бұрынғыдай өнімді болмайды. Ресейде басталған азамат соғысының қазақ еліне зияны тиіп, бір шетін шарпып өткен. Бұған дейін малының көптігінен сиыр етін жемейтін бай қуатты қазақ аштықты алғаш сезіне бастады. Жайылымның таралып, малының қырылуын және кәмпескеге түсуі аштық тудырды. Әдетте біз аштықта пәлен миллион адам өлді десе, қаптаған биологиялық денелер өлді деп қабылдаймыз. Сөйтемізде өткенге салауат орнында бар оңалады, өзекті жанға бір өлім деп жеңіл қабылдаймыз. Ал апаттың ең үлкен зияны мынау. Аштықта өлген өнерлі кісінің жүрегі мен санасындағы қисапсыз құндылық қоса құриды. Мысалы, жыршы, күйші, әнші, шежіреші,
қисашы дін ғұламалары өліп қалса, олардың бойындағы құндылықты қайтара алмайсың. Сондықтан да аштық апатының моральдық шығынын ешкім ешқашан өтеп бітпейді. Ал құндылықтан айырылған ұрпақ рухани азуға бейім тұрады. Осындай қауіпті сезген Диваев ел аузындағы құнарлы әңгімені жазып үлгеру үшін экспедиция ұйымдастырады. Осы міндеттің бір шетін көтеруге Ғани кіріседі. Ол профессорды интернатқа ертіп әкеліп, онда жатқан балалардан ертегі, аңыз, қисса, тақпақ, жұмбақ, жаңылтпаш жазып алады. Дәл сол жылдары Польшадан жер ауып келген музыкатанушы Затаевич қазақ әндерін нотаға түсіріп жинап жүрген. Ғани оған әйгілі Дударай әнін ыңылдап айтып береді. Бұл ән Затаевич үшін таптырмас қазына болды. Қазір Дударай әні қазақ өнерін әйгілеп тұратын әсерлі өлеңнің біріне айналды. Күні кешеге дейін қоғамдық пікір қалыптастыруда ықпалы зор болған Жас Алаш газетінде алғаш ашқан Ғани. Большевиктер 1920 жылы Алашорда үкіметін талқандап таратқан соң көсемдері қысымға түсті. Үміт үзіліп Алаш атауы қайта келместе болған. Сол жылы Ғани батыл түрде Жас Алаш деген газет ашып, Алаштың жас буынын дайындап жатты. 1921 жылы жауапты хатшы қылып Ильяс Жансүгіровті бекітеді. Сол кезде Жас Алаш газетінің атын өзгерт, Олшолдық лебі естіді деп оған шабуыл күшейген. Бірақ Ғани көнбей сол атауды қалдырады. 1925 жылы Ғани дүниеден өткен соң ол газеттің атауы Лениншіл жас деп өзгертілді. Тәуелсіздік алғаннан кейін бұрынғы атын қайта иемденді. Ғалым Амантай Шәріптің пікірінше Ғани Мұхтар Әуезов, Файзолла Ғалымжанов, Мұхаммед Жан Тынышпаев, Халел Досмұхамедов сияқты алаш қайраткерлерін үлгі етіп бой түзеді. Тіпті Қазақ-Қырғыз институтындағы сауық кеште Міржақып Дулатұлының Балқия драмасын қойған. Ғани 23 жасында дүние салды. Қамқорлығын көрген қазақ, өзбек, қырғыз жастары оны өлгенше ұмытпады. Бірақ 1960 жылдары оның есімі жаңа буынның жадынан өше бастады. Өзбекелі Шымкентке келе сала Ғаниға ескерткіш қоюды қолға алды. Сол заманда оның қол астында істеген жас комсомол Райса Ахметова мынадай естелік айтады. Өзбекелі Ғанидың тұлғасына ғашық, жатса тұрса соның ерлігін бізге үлгі етіп, бар болмысымен еліктеуге тырысты. Менің өзбекелінің қол астына кіріп комсомолда жұмыс істеуіме әкем Райымбек Ахметов түрткі болды. Ол Шымкент облысындағы Бөкен деген жерде дүниеге келген. 1920 жылдары тұрмыс қиында мал ұстаудың өзі мұң болған екен. Аштыққа шыдай алмаған әкемнің әулеті теміржол жағалап Арысқа дейін жаяу барған. Арыстан Ташкенге жеткен соң әкем қаңғыбас балаларға қосылып базардағы өзбек әйелдерінің нанын ұрлаумен айналысқан. Bir күні оларды Ғани ұстап алып интернатқа өткізеді. Ол кезде қаңғыбас балаларды Нұртас оңдасын бастап жүрген екен. Бұл жайлы әкемнің өзі жазып қалдырған мынандай естелігі бар. 1919 жылдың жаз айы. Таң бозара атты. Вагонның шұрқ тесік еденінде баспанасыз балалар ұйықтап жатыр. Олардың көптігі сонша, ине шаншыр бос орын жоқ. Балалар тұрыңдар деп әлдекім дауыстап айғайлады. Бізді ерте оятуға кімнің дәті барды деп ойладым, көзімді сығырайтып ашып. Сасық ауаның әсерінен кірпігім жабысып, бір көзімді аша алмай жатырмын. Кірпігімді қолмен уқалап ажыратуға тура келді. Балалар, тұрыңдар деді тағы бейтаныс дауыс. Өзгелер секілді мен де қозғалып орнымнан тұрдым. Вагон есігінің алдында тәуір киінген бір топ ересек азамат тұр. Бұларға бізден не керек деп ойладым. Балалар, біз сендерге келдік. Интернатқа апарамыз, ол жерде тамақтандырамыз, киіндіреміз, мектепте оқытамыз. Егер оқығыларың келсе, вагоннан шығып бізге еріңдер деді бір жас жігіт. Бірнеше қаңғыбас бала орнынан атып тұрып, басы ауған жаққа қаша жөнелді. Оларды қумай-ақ қойыңдар. Түсінгесін интернатқа өздері-ақ келеді деді әлгі жігіт. Бізді оқытамыз, киіндіреміз, тамақтандырамыз дейсіңдер. Шынымен-ақ байсыңдар ма? Біз көп емеспіз бе? Осынша балаға ақшаны қайдан алмақсыңдар? Кімсіңдер өздерің деді кеңпейіл. Менің атым Ғани, әкемнің аты Мұратбай. Түркістан орталық комсомол комитетінің хатшысымын деді ол. Көрікті жігіт бірден ұнады, жүзі жылы екен. Кескінін мүсіндегенде табиғат жан жылуын аямаған тәрізді. Оның ашық жүзінен, сөйлеген сөзінен жалғандық байқалмады. Ақылды жанары қайырымдылықты, сымбатты денесі қайраттылықты, бұйра шашы әділдікке ұмтылған табандылықтан аңғартып тұр. Ғани бізге серіктерін таныстырды. Менің қасымда тұрған Баймақанов, қалалық ағарту бөлімінің төрағасы, Ақбаев, Қаспи төрағасы, ал мына ашаң жүзді жігіт Сәдуақас Оспанов, ол сендер жатқан интернаттың бастығы. Енді осы Сәдуақас ағай деп атайтын боласыңдар, деді. Біз вагонның ішінде өзара сыбырласып, абыр-сабырға түсіп жаттық. Мені жаңа бейтаныс өмір қызықтырды. Жүзге тарта бала екі қатарға тұрып, Ақбаевтың бұйрығынан соң алға қадам бастық. Көп ұзамай бір қабатты ақ үйдің алдына келдік. Тоқтаңдар, деді Ақбаев. Ақ үйден балалардың дауысы естіліп жатты. Бізден де басқа балалар бар екен ғой деп ойладым. Санитарлық талапқа сай бізді бөлек жайға орналастырды. Ертесіне шашымызды алып, ескі құсқы киімді қоқысқа тастатты. Моншаға кіргізіп, сабын беріп жуындырды. Денемізге ыстық су тиіп, бір рақаттанып шомылдық. Моншадан шыққан соң жаңа киім беріп, шағалада етіп киіндіріп қойды. Осылайша жаңа өмірге деген қызығушылық күн санап өсе түсті. Ғани оқытқан осы балалардың алды СССР кезінде министр болды. Менің әкем де үлкен қызметте отырды.
Ол комсомол ұйымын Ғанидың бейнесінде ғана көретін. Мені өзбекәлі жұмысқа шақырды дегенімде әкем бірден келісіп, Ғанидың жолымен жүрген адам бақытсыз болмайды, сол өзбекәлден айырылма деді. Осылайша мен комсомол болып шыға келдім деп еске алады Райса апай. Ғани 1925 жылдың 15 сәуірінде дүние салды. Алайда бұл күн қазақ үшін қайғылы һәм қуанышты. Қайғылысы Алаш баласы ардақты ұлынан айырылды. Қуаныштысы қазақ жұрты өзінің қазақ деген тарихи атауын қайтарды. 1925 жылы 15 сәуірде Ақмешітте Қырғыз-Қазақ АКСР кеңесінің 5-ші съезі өтті. Осы жиында Сұлтанбек Қожанұлы сөз алып, ресми құжаттарда қырғыз аталып келген қазаққа тарихи атауын беру жайлы бастама көтерді. Ресей патшалығы қазақ хандығын отарлаған соң қырғыз атап кеткен еді. 200 жылдан соң қазақ атауы қайта оралды. Құрбан болған дауыс. Ғани қайтыс болды деген қаралы хабар шәкірттерінің қабырғасынан қайыстырып жібереді. Оның шарапатын көрген даңқты әнші Құрманбек Жандарбеков Ғаниға ескерткіш орнатам деп іске кіріседі. Ол мұғалімдік қызметіндегі жалақысынан бірнеше айға аванс жаздырып алады. Ағайын туысын аралап жылу жинайды. Бәрін қосқанда ескерткіштің тұғырына жетер-жетпес қаржының басы құралады. Салы суға кеткен Құрманбек: «Әй, қарғыс атқар ақша-ай, мұншама қадірлі болар ма едің? Не істесем қолыма кеп қонасың, мен сорлы да әннен басқа байлық жоқ. Бірақ бұл заманда ол кімге керек? Апыр-ау, Ғани ағам бұл өнерімді бәсі жоқ байлық деп мақтаушы еді. Саябақта әлім құрып құлағанша ән салсам, қолыма келіп қонасың бәй ақша деп күйінеді». Бұл кезде Құрманбектің жасы 19-ға енді келген. Бозбала неліктен бүйтіп аласұрып жүр деп ойларсыз. Осы әншінің өзі баяндайды. 1918 жылы Ташкентке алғаш оқуға барғанда Ғаниға жолықтым. Оқуға түсуіме көп көмек көрсетті. Білмеген сабағымды түсіндіріп, ұзақ уақыт жәрдем беріп жүрді. Сабақ оқудан жалыққан сәтте ол менен жәрдем көрсеткені үшін жалақы сұрайтын. Алатын жалақысы ақша емес, Сәулемай деген ән. Екеуміз Ташкенттің кадет корпусының шығыс бетіндегі мұнарасына шығамыз. Мен Сәулемайды салғанда ол тамсана тыңдап, қайта-қайта айтқызатын. Құмар қанған соң бүгінгі жалақымды алдым. Жүр енді сабақ оқиық деуші еді. Ғани Орта Азия мен Қазақстандағы жастардың сауатын ашуға бар күшін жұмсады. Қараса көзінен от, сөйлесе сөзінен леп есіп тұрады. Адал, мейірбан жан еді. 1925 жылы Мәскеуде қайтыс болды. Сүйікті досыма ескерткіш орнатуға қаржы жинау үшін сатиралық әңгімелер айтатын Әлішер Бейсенов кейін партия совет органдарында жауапты қызметтерде болған дербес пенсионер екеуміз концерт беріп ұйымдастырдық. Қағаздан билет істеп соны саттық. Арқан керіп үлкен шаршы алаң жасадық. Билеті бар адамды ғана шаршы алаңға кіргіздік. Афишаға өзім орындайтын 101 әннің атын тізіп жазып қойдым. Әрине, олардың бәрін бір кеште айту мүмкін емес, бірақ 60-қа таяу орындалды. Құрманбектің ән кешіне өлермендікпен кіріскені сонша, жастықтың қызуы мен сақтықты ұмытып кетеді. Концерттің жартысына жеткенде мұздай су ішіп қойып, дауысы қарлығады. Осылайша есіл дауыс келмеске кетеді. Бірақ Құрманбек оған қайғырмайды. Оның өзегін өртеген өкініш ескерткіштің салынбай қалуы. Оның жоғалтқан дауысының өзі талай адамды таңғалдырған. Ғаниға ән салған кезде Құрманбек 12 жасар ойын баласы еді. Ал ән тыңдап тамсанып отырған Ғанидың жасы 16-да. 16 жасар баланың қоғамдағы құбылысты мемлекеттік деңгейге түсініп, жігіт ағасы сияқты жанкештілік пен әлеуметтік мәселемен күресуі адамды есінен тандырады. Ғанидың өмірі мен ерлігін зерделеген кез келген жас буын өзін бала сезінетін, инфантильдік санасынан айығып шыға келетін. Осындай оқиғаларды естіген өзбекәлі шалқар шабыт алып, өмірін ағартушылық пен мәдени қайраткерлікке бұрды. Ескерткіш үшін егес. Арман болған ескерткіш сол күйі тұрғызылмады. Ғанидың ерлігі мен ғазиз бейнесі шәкірттерінің жүрегінде сақталды. Идеал жағынан совет үкіметтің талабына сай келсе де Ғанидың жолы жабыла берді. Себебі оның мынадай тарихы бар. Хрущевтің кезінде бұрынғы көсемдерге қойылған ескерткіштер тұғырынан түсіп жатты. Барлық жерде сынға ұшырап, жеке басқа табыну айыпталды. Сондай бір сәтте Қазақ СССР-ның екінші хатшысы Соломенцев оңтүстік жастары Ғани Мұратбаев дейтін біреуді тауып алыпты. Егер ол халыққа шын қызмет еткен болса, есімі халық жүрегінде сақталады. Оған сол орында жетеді дейді. Құдаймен ойнама, шапаныңды шұрық тесік қылады деген. Соломенцев Ғанидың әруағына қазағына қиянат қылып шындықты аяққа таптады. Бірақ антология заңы бойынша сұраусыз жатқан шындық жоқ. Яғни бір нәрсе бар болса, оның тууына себеп болған біреу де бар. Ол біреу мұнда еркелікті көтермейді. Міндетті түрде тәубаңа түсіреді. Осы көпірмен сөзінен соң лауазымды басшы күйеуі бар медбикемен некесіз ойнап күліп, ойда жоқта ұсталып қалды. Оның абыройына түскен дақ партияның да сүйегіне түскен таңба болды. Абыройдан жұрдай болған Соломенцевті бюро мүшелері дереу қызметінен алып, Ресейдің бір провинциясына лақтырды. Мұндай құбылысты қазақтар құдай ұрған оңалар, әруақ ұрған оңалмас деп түсіндіреді. Демек, астамсаған басшыны Ғанидың әруағы ұрды. Биліктен
Құлық болмаған соң ескерткішті Өзбекәлі өз қолына алды. Комсомолдарды осы идеяға үндеді. Ол кезде оқушылар мен студенттер мақта теру жұмысына тартылатын. Сол кезде бір күндік жалақымызды Ғанидың мүсінін тұрғызуға аударамыз деп бастамаға үн қосты. Қажетті қаржы жиналған соң Өзбекәлі Мәскеудегі атақты мүсінші Давид Шмулевичке барды. Ол Өзбекәлінің дене тұрқын өлшеп, соған сәйкес Ғанидың денесін мүсіндеді. Бір нұсқасын гипстен, екіншісін Ленинградтағы бір зауытта қоладан құйдырды. Гипсте, қолада Шымкентте астыртын жеткізілді. Былай қарасаң, қас шебердің қолынан шыққан айбарлы мүсін мінсіз жарқырап тұр. Ендігі іс тұғырына қондыру. Бірақ қазақтан идеал шығару оңай шаруа емес. Сол кездегі облыс басшысы Макаров Шымкентте Ленинге ескерткіш қойылған жоқ. Оның жанында Ғани Мұратбаев кім деген сылтаумен мүсінді 6 жыл қоймада ұстады. Бұл кезде Өзбекәлінің қызметі жоғарылап Алматыға ауысты. Бірақ Ғаниді тұғырына қондыру үшін күресе берді. Макаров кеткесін оның орнын Левенцев басты. Ол да Макаров ұқсап Ғанидың мүсінін қапастан шығармады. Мұндай қысастықтың негізгі себебі Қарабайыр. СССР кезінде старший брат деген ұғым болған. Яғни орыс ұлты бәрінен үстем. 14 елдің үлкен ағасы. Кіші республикалар ағасының айтқанын бұлжытпай орындау керек. Ағасына сөз қайтарса, әдепсіз бала атанып оңбай таяқ жейтін. Орыс халқының арқасында бәріміз адам болдық. Тіпті дербесел болуға шамасы жетпеген қазақ халқы Ресейге өз еркімен қосылған екен деген миф ойлап тауып, оны республика деңгейінде үлкен мереке қып атап өтетін. Бұл мифтің жалған екені тәуелсіз тарихшылар архивке түсіп, көне құжаттарды қопарған кезде ғана анық болды. Тіпті Қазақ ССР-ның әнұранын жазғанда да орыстардың аға халық екенін насихаттап тұратын мәтіндер болатын. Мысалы, дақ салмай Лениннің жеңімпаз салтына, ұрпағы қосты даңқ отанның даңқына, одақтас ұрандас елдердің қамқоры, көп алғыс айтамыз ұлы орыс халқына. Осындай тегеурінді идеология жан-жақтан жүріп жатқанда, қазақ халқының өзін екінші сортты адам санап, орыс көрсе шегіншектеп тұратын психологияға ұрынуы заңды құбылыс. Біз тұрғанда сендерге не бар деген шовинистік пиғыл Ғанидың культін жоюға әкелді. Өзбекәлі тұлғасының мұғжизасы осы жерде көрінеді. Оның санасында өзін екінші сортты адам санайтын бейшара психология қалыптаспаған. Өзі комсомолдың құлағында отырса да 1918 жылғы алаш арыстары сияқты ашық күрескен. Бір қызығы ұлтшыл позициясын ашық көрсетіп жүрсе де, пәлеге шатылмай, қуғындалмай, сотталмай биліктің биік сатысының бірі орталық комитеттің 3-ші хатшысы деңгейіне дейін өсті. Мұның әртүрлі метафизикалық себебі болуы мүмкін. Соның бір айғағы былай. Пенде ақыл парасатты өзінен асып түсетін екінші бір ірі тұлғаны танытуға тырысып, күншілдікке салынбай, соның ерлігін паш етпек болғанда өзі де автоматты түрде кемел адамға ұқсап шыға келеді. Ғаниді танытам деп төбелескен Өзбекәлі Ғани сияқты тау тұлғаға айналды. Мәдени майданда шегіну мен жеңілуді білмейтін Өзбекәлі бұл мәселені орталық комитеттің жиналысында көтеріп, Левенцевті сынады. Бұдан соң Левенцевті қарап қалмады, үзілісте екеуі кәдімгідей ұстасты. Сын қанша жерден сыпайы әрі әділ айтылса да, ол сынды көтере алмай шарт кетті. Шарт кетуінің негізгі себебі де кішкентай інісінің старший братқа тіл тигізгенін көтере алмады. Ол кезде оларға қарап қазақтардың тіке сөйлеуінің өзі үлкен оқиға. Өзбекәлі шегінудің орнына қазір тағы да сөз алып әңгімені ортаға салам деді. Артық қуыс болып тұрған Левенцев сол сәтте сынып кетті де бірден жұмсарып, Ғанидың ескерткішін пионерлер паркіне орнатайық деді. Өзбекәлі: жоқ, комсомол көсемі пионерлер паркінде тұрмайды, оған орталық саябақ қана лайық деді. Келіскен сыңай танытқан Левенцев түлкі бұланға салып, облыстағы бюро мүшелерімен ақылдасайық, олар келсе сөз жоқ, орнатамыз деді. Сөйтті де Шымкентке бара салысымен қоймадағы мүсінді Келес ауданындағы Ғани Мұратбаев атындағы совхозға орнатуға пәрмен берді, ал өзі Қара теңізге демалуға кетті. Бұл оқиғаның куәгері Қалаубек Тұрсынқұлұлы бүй деп естелік айтады. Ғаниға қойылатын ескерткіш бюрода талқыланды. Бюроға мүше болғасын сол жиынның ішінде отырдым. Бізде облатком төрағасының орынбасары Жұмабек Тәшенов қана қолдап сөз сөйледі. Біз бірінші ескерткіштің гипстен жасалған нұсқасын көрсеттік. Оны неге гипстен жасаттыңдар, ұзақ тұрмайды ғой, деді Тәшенов жаны ашып. Темірден жасалған нұсқасы да бар, оны автор әзірше бермей отыр деп жауап бердім. Бізге гипстен жасалған нұсқасы да жетеді, қола нұсқасын мүмкін Алматыға қояр деп Левенцев қысқа қайырды да ескерткіші салтанатты түрде ашыңдар. Оған біздің атамыздан обком хатшысы Задин қатыссын деді. Ескерткіш Шымкент қонақ үйінің алдындағы скверге орнатылатын болды. Оның оңтүстік шетінде театр құрылысы салына бастаған, яғни адам көп жүретін жер. Біз межелі жерге мәрмәр тастан белгі қадап, осы жерде Ғани Мұратбаевқа ескерткіш орнатылады деген жазу жазып қойдық.
Белгітастың ашылу салтанатын үлкен той етіп өткіздік. Оған облыс басшыларынан Жұмабек Тәшенов ағамыз ғана келді. Обкомның бөлім меңгерушісі Сәкен Қалғымбаев еңбек соғыс ардагерлерімен қатар әскери құрамның бір взвод жауынгерін шақырған екен. Белгітастың тұсауын кескенде олар аспанға оқ атып жиынның салтанатын қоюлатты. Ертесі күні кабинетте отырсам, Сәкен Қалғымбаев кіріп келіп, біздің қойған белгімізді біреу қиратып кетіпті деді ызаға булынып. Сонда қалай, дедім орнымнан атып тұрып. Жазу жазылған жағын әбден бүлдірген, деді ол. Біз кабинеттен жүгіріп шықтық. Ғимараттан шыға берсе, Жұмабек Тәшенов ағамыз кездесе кетті. Мен бәрінен хабардамын. Тез арада қалпына келтіріңдер, деді. Шамасы ол кісі милиция қызметінің хабарлауымен білсе керек еді. Барлығын көрдік. 2 күннен кейін Сәкен бәрін қалпына келтірді. Бірақ бір айдан соң Белгітасқа тағы шабуыл жасалып, мәрмәр тасын түгелдей қопарып әкетіпті. Біз қайта қалпына келтіруді жөндеп таппадық. Ескерткішті тезірек қоймай шабуыл тоқтамасы анық еді. Облыс басшысы Левенцевтің алдына қайта кіріп, ескерткішті тезірек орнатуға рұқсат сұрадық, бірақ ол: алдымен театр құрылысын бітіріп алайық, ескерткіш ешқайда қашпайды. Театрға да жастар барады ғой, бір жағы Мәскеумен де ақылдасу керек деген сылтау айтты. Істің сиыр құйымшақталып бара жатқанын түсіндік. Левенцевтің ескерткіш қоюға құлқы жоқ. Оның алғашқы ойыннан айнуына Мәскеу жақ ықпал еткен сияқты. Өйткені ол көп мәселеде Кремльде отырған идеолог достарымен ақылдасатын. Болған жағдайды Өзбекәліге хабарладым. Ендігі шайқас Кремль қабырғасына ауысты. Өзбекәлі де қарап қалған жоқ. Мәскеудегі таныстарына хабарласып, Левенцевқа қоңырау түсіре бастады. Өзбекәлінің бір ұнайтын мінезі алған бетінен қайтпайтын. Ақыры Мәскеуден еш қарсылық жоқ. Лайықты тұлға, ескерткіш қоя беріңдер деген қағаз алдырып алды. Ендігі мәселе Левенцевтің өзіне келіп тірелді. Өзбекәлі оған сылтау айтатын саңылау қалдырмады. Осымен іс бітті, әне-міне дегенше ескерткіш тұғырға қонады деп күттік. Сөйтсек, қызық алда екен. Bir күні әріптесім Виктор Прокопенко телефон соғып: «Қалеке, бізде бір масқара тірлік болып жатыр», деді. «Не болып қалды?» дедім тағатсыздана. «Ғаниді ұрлап кетті». «Ғаниді? Қай Ғани?» «Ғанидың ескерткішін айтым». «Не деп тұрсың, оны кім ұрлаушы еді? Милицияға хабарладыңдар ма?» «Мұнда милиция іздейтіндер ұрлық жоқ, ескерткіш жоғалмаған, оны бізге білдірмей қоймадан жасырып әкетіп, Келес ауданындағы Ғани Мұратбаев совхозына апарып орнатып қойыпты. Маған жаңа ғана хабарлады, анық-қанығын білмеймін», деді. Ғанидың ескерткішін бір жақты қылған соң Левенцев алаңсыз Қара теңізге демалысқа кеткен еді. Ұрланған ескерткіш жайлы естігенде Өзбекәлі 2 есе ерегесті. Ол жауапты шенеунікке хабарласып, ескерткішті қайтарып алды. Сөйтті де оған: «Левенцев келгенге дейін Ғанидың мүсіні Шымкенттің ең көрнекті жерінде тұратын болсын», деп бұйырды. Бұйрықтан бөлек салтанатты ашылу шарасын өзі тікелей ұйымдастырды. Бұл шараға бастан аяқ қатысқан көзі тірі куәгердің бірі Райса Райымбекқызы. Ол бүй дейді: Өзбекәлі бұл іске ерекше махаббатпен кірісті. Мүсінді қаланың ең көрнекті жеріне жайғастырды. Басына қоятын гүл шоғының ұзындығы 6 метрден асып кетті. Оны көтеріп апарып ескерткіштің алдына қоятын жас жігіттер мен қыздар да мұқият сұрыптаудан өтті. Ең сауатты, көрікті әрі әдепті жастар іріктеп алынды. Шарадан бұрын репетиция қатаң өткізілді. Левенцевтің келуіне 2-3 күн қалғанда дайындық толығымен бітті. Мүсіннің үстіне ағыматы жау лентасын тартып қойды. Левенцев Қара теңізден оралғанда қолына қайшы ұстата қойды. Енді қарсыласу пайдасыз. Ол басшы ретінде лента қайып жайында сөз сөйлеуге мәжбүр болды. Осылайша Шымкентте Ғанидың ескерткіші бой көтерді. 1925 жылы Ғаниға ескерткіш орната алмай арманда кеткен Құрманбек Жандарбековтің идеясы 40 жылдан соң 1965 жылы әрең дегенде жүзеге асты. Бұл кезде Құрманбектің өзі де 60-та алқымдап қалған ақсақал еді. Бұл жаңалықты естігенде өшкені жаны, бөлгені тірілгендей болыпты. Алмас қылыш қап түбінде мәңгі жатпасын біліп едім. 40 жыл кешігіп жетсе де әділдік ақыры салтанат құрды ғой деп иегі кемсеңдеп көзіне жас алып, бір заманда Ғанимен болған жарқын естеліктерін есіне алыпты. Тарихқа көз жүгіртсе, Ғани Мұратбаев дүние салғанда Мәскеу жұрты 3 күн аза тұтыпты. Орталық алаңда салтанатты түрде шеру тартып, оның мүрдесін соңғы сапарға шығарып салған. Куәгерлердің сөзінше, жұрт алаңға сыймай кетті деседі. Газет беттерінде Ғаниді еске алған, комсомолдарға көңіл айтқан мақалалар қаптайды. Жиынның бәрі оны 1 минуттық еске алумен басталыпты. Балтық теңізінің 200 жауынгері салтанатты киіммен 3 күн бойы оның моласында құрметті қарауылда тұрыпты. Ғанидың сол заманда басқа марапаттарын қоспағанда шығыстың шамшыраға деген атағының өзі жер жарыпты. Құрметті оқырман, қалай ойлайсыз? Осындай атақты тұлғаның тез ұмытылуы немен байланысты? Жауабы қарапайым: қазақ болған үшін.
Шовинистік мінез сүйегінен өтіп, кемігіне сіңген старший браттар басқа ұлттан шыққан шамшырақты қазағына көрмеуге тырысатын. Тырысқаны сонша оның Мәскеудегі моласының өзі аз уақытта қараусыз қалды. Басындағы белгі тасы тез жоғалды. Сол заманда өмірде болған-болмағаны белгісіз, бірақ туған әкесін үкіметтің затын ұрлады деп милицияға ұстап берген Павлик Морозов деген боқмұрын баланың ерлігі жырланып жатты. Балалардың идеалына жылдам айналды, себебі ол қазақ емес еді. Морозов культінің күшті дәріптелгені сонша, Павлик құсап әкесі милицияға ұстап беруді армандайтын қазақ балалары да өсіп қалып еді. Жалпы қазағы тәрбие алған жүрегі таза сезімтал кісі Морозовтың ерлігінің теріс саясат екенін бірден ұғатын. Осындай рухани вирус қазақ жастарының ой-санасын уламасы үшін Өзбекәлі Ғани Мұратбаевтың идеал тұлғасын насихаттай берді. Ол комсомол көсемі кезінде Мәскеудегі Ваганков зияратына бірнеше рет экспедиция жіберіп қабірін іздетті. Моласын тауып, басын қарайтып, арнайы жиын ұйымдастырды. Оның моласын Мәскеуге жолы түскен қазақ жастарының арнайы зиярат ететін міндетті маршрутына енгізді. Болгариядағы бүлік. 1968 жылы Болгарияның астанасы Софияда жастар мен студенттердің дүниежүзілік 9-шы фестивалі басталды. Бұл фестивальға СССР де қатысатын болды. Мәскеудегі арнайы комиссия 15 республикадан ең талантты өнерпаздарды конкурстап сұрыптап алу керек. Өкінішке орай Қазақ СССРінен ешкімді ұсынбапты. Не бір ансамбль, не жеке орындаушы комиссияның көзіне түспеген. Өзбекәлі бұл кезде сапармен Цейлонда жүрген. Алматыға келген бойда жайсыз жаңалықты естіп, тағы да қаны басына шапты. Дереу Мәскеуге телефон соғып, мәселені қайта көтерді. Мәскеудегі жауапты маман өзінің біреуді ұсын, мен қосымша енгіземін деп уәде берді. Қызық енді басталды. Ұйымдастыру комитетінен біреу Өзбекәліге телефон соғып, сонымен кімді ұсынатын болдыңыз деді. Әлі бекіткем жоқ, қас талантты іздеуім керек деді Өзбекәлі. Осы кезде старший браттың шовинистік мінезі қалқып бетіне шықты. Ол ұялмай, қызармай: сізде бір таяққа екі шекті тағып қойып тартатын аспап бар еді ғой. Міне сол күшті болар еді. Еуропа үшін ол аспап экзотика. Соны ойнайтын біреуді ұсынсаңыз қатып кетер еді деп қойып қалды. Кеудесін кісіге бастырмайтын Өзбекәлі: кімді ұсынатынымда сенің жұмысың болмасын. Қажет деп тапсам 5 жіберемін деді де трубканы тастай салды. Сөйтті де 5 іздеді. Қазақстанда виртуоз домбырашылар толып жатса да Өзбекәлі не үшін 5-ні таңдады? Себебі ол кезде ұлттық бидің жоқтығы қазақтарды кемсітуге таптырмас сылтау болатын. Қазақтар өркениет көрмеген, мәдениеттен жұрдай, өнер дегенді ұқпайды, ұшы-қиыры жоқ далада жөн жосықсыз көшіп жүре берген. Бұларды адам қылған орыс деген сарындағы мәдениетсіз әңгімені көрінген жерде айта берген. Бұдан соң Өзбекәлі беделін салып бишілерді іріктейтін комиссияны Алматыға алдырды. Сыннан өткен биші келесі емтиханды Мәскеуде тапсыруы керек. Мәскеудегі сынаққа бұған дейін халықаралық жарысқа қатысып көрмеген 20 жасар атыраулық биші Гүлжан Талпақова аттанды. Іріктеу жарысы оңай емес. Шығыс биін көрсетуге өзбек, қырғыз, түрікмен, тәжік, Әзірбайжан елінің өнерпаздары да баратын. Тәңір берген талантыңа сенбесең, тамыр мен таныстың, телефонның ықпалы жүрмейді. Комиссия құрамында Мәскеу мен Ленинградтағы опера мен балет театрының тарландары отырды. Олардың көсемі Большой театрдың жетекшісі, атақты биші Иосиф Михайлович Туманов. Соншама дүлдүл арасынан олардың көзі Гүлжан Талпақоваға түседі. Іріктеу біткен соң бишілер елге қайтып күнделікті тірліктерін атқара береді. Гүлжан жұмыс бабымен Қостанай облысына гастрольге аттанады. Алтыспыр ауданының шағын сахнасында билеп жүрген кезінде Қостанайдың жергілікті әкімі келіп, сен Алматыға басшылар шақырып жатыр. Ертең сені Өзбекәлі Жәнібек қабылдайды дейді. Бізбен сұхбаттас болған Гүлжан Талпақованың өзі бұл оқиғаны былай деп баяндайды. Мені Волгаға отырғызып шапшаң Қостанайға жеткізді. Әуежайда тікұшақ күтіп тұр екен. Тікұшақ сол күні кешке мені Алматыға келді. Ертесіне буынып түйініп комсомолдың ғимаратына келдім. Күтіп алушылар жаны қалмай жүгіріп жүр. Қазір Өзбекәлі Жәнібек сізді көруге келеді. Сахналық киіміңізді киіп келіңіз деді олар. Ол кезде танымал болмасаң арнайы костюм тікпейтін. Қазақ концерттің жалпыға ортақ бір костюмін үстіме іліп алдым. Оның өзі құрамалы болатын. Көйлегі Жамал апанікі болса, нымшасы Шара апанікі. Кәуібіне өлшемі сай келмей үстіңе олпы-солпы тұратын. Оның өзін икемдеп ішінен бүріп қысқартып аламыз. Мен киім ауыстырып болғанша Өзбекәлі аға да келіп жетіпті. Bir қарағаннан түрі сұсты көрінді. Маған қарап, қазақша қандай биің бар, сахнаға шық та көрсет өнеріңді деді. Өзімен бірге арқалап жүретін ауыр магнитофоным бар еді. Соны қостым да қазақша 2-3 би билеп бердім. Өзбекәлі үнсіз тамашалады. Би біткен соң талқылау залына жиналдық. Ол маған қарап, бар киімің осы ма деп сұрады. Иә, осымен билеймін дедім. Ол жанындағы мәдениет министрлігінің өкіліне қарап, көрдіңдер ме қазақ мәдениетінің сиқын? Шетелге шығып қазақ биін таныстыратын бишіміздің киімінің түріне қара, не масқара мынау деді. Мен түрі мұнамай қалды ма деп шошып кеттім. Әлгі шенеунік басы салбырап үндемей құтылды. Өзбекәлі маған қарап күнделікті киетін киім кешегін қалай деді. Мен сұрақты онша түсінбедім.
Жақсы, жасыл көйлегім бар, бәрі жаңа деп жауап бердім. Жолға ұстайтын сөмкең бар ма деп сұрады. Я дедім. Әкел көрсет деді ол. Атыраудан Алматыға оқуға аттанарда әке-шешем сатып әперген советтік қара чемоданды қасыма әкеп қойдым. Оның чемоданға да көңілі толмады. 3 күн уақыт беремін. 3 күн ішінде 3 биге арнап бөлек-бөлек ұлттық киім тіктіресің. Одан бөлек 4 маусымда киетін киім-кешегіңді жаңалайсың. Косметикасын түгел ауыстыр. Боянатын опа-далабы мен әтіріне дейін импортный болсын. Қонақ үйде киетін халаты мен тәпішкесіне дейін жайнап тұрсын. Анау ескі чемоданды көрмейтін болайын, ақшаны өзім табамын. 3 күннен кейін кездесеміз деді де шығып кетті. Жанна деген жауапты қыз менің қолымнан жетелеген күйі дедексетіп әкеліп Волгаға отырғызды. Қаланың шетіндегі 70-ші разъезд деген жерге жылдам жеттік. Ол жерде өкіметтің қоймасы бар екен. Қоймаға кіргенде аузым ашылып жағым түсіп қала жаздады. Әртістер түсінде ғана көретін 99 түрлі матамен бағалы аңның жылтыраған терісі үйіліп жатыр. Базарда жүргенде қойманың ішін армансыз аралап, қымбат матамен жүн терінің неше түрін арқалап алдық та театрдың астындағы арнайы киім тігетін цехқа келдік. Тапсырманың қатты болғаны сонша бүкіл дизайнер мен тігінші маған жабылды. 3 күн бойы киім өлшеп шумен болды. Өз көзім өзіме сенер емес. Құдды бір түс көргендей болдым. Жарқыраған матамен жылтыраған теріден бір өзіме арнап қазақша киім тікті. Сахналық костюмім дайын болған соң сыртқа киім-кешек пен косметиканы жаңалады. Соңғы үлгідегі ең сапалы әрі әдемі киімдермен опа-далапты алдыма тосты. Ескі чемоданымды лақтырды да Чехословакияда жасалған папа, мама и я деп аталатын матрешка сияқты 3 қабатты чемодан берді. Бұл заттардың сапасының мықтылығы сондай 10 жыл ұстап тоздыра алмадым. 3 күннен соң мені ханның қызындай жайнатып өзбек әлінің алдына апарды. Киімді жайма сияқты жайып қойды. Өз ағам бәрінің материалын қолымен ұстап, сапасын жеке-жеке тексеріп алды. Маған қарап, қалай Гүлжан, жаңа киімдерің ұнады ма деді. Иә аға, бәрі ұнады дедім дірілдеп. Ол кезде мұндай нығметті көрмеген таза совет адамы едік. Сондағы бар уайымым конкурстан соң киім-кешекті қайтарып ала ма, жоқ па? Кенет шыдай алмай, аға, конкурс біткесін бұларды қайтарып ала ма? Қазақ концертке тапсыруым керек пе деппін. Жоқ дедім. Бұларға мен бір тиын төлеген жоқпын, қымбат заттар. Мен оларды қалай аламын дедім. Ол күліп, қыздар өзі түсіндіреді деп қысқа қайырды. Бұдан соң фестивальға дайындалу үшін Мәскеуге аттандым. Мұнда Совет одағының жас таланттары жиналыпты. Ол кезде ешбірінің атағы жоқ. Олар 10 жылдан соң ғана халық әртісі атанып Совет одағының даңқты өнер жұлдызына айналды. Біз бір команда болып күндіз-түні бірге дайындалдық. Олардан есімде қалғаны Сабира Атаева деген түркмен қыз, Қырғыздан Болат Монжолхиев, Әзербайжаннан Тамара Синавская, Молдовадан София Ротару болды. Қатысушыға 2 костюмнен тіктірді. Сосын пойызға отырып Польшаны басып өтіп Болгарияға жеттік. Көп ұзамай фестиваль басталды. Атақты штангист Леонид Жаботинский СССР-дің туын ұстап шерудің алдында жүрді. Әуелгі жоспар бойынша мен оркестрдің сүйемелдеуімен билеуім керек еді. Бірақ Софияға барғасын не болғанын білмеймін, оркестр қатыспайтын болдым. Оның орнына маған өзбектің дойра деген аспабына билейсің деді. Ал мен Юрий Силантьевтің симфониялық оркестрімен репетиция жасағам. Амал жоқ, дойрамен репетиция жасауға көндім. Егер дойраға билей алмасам, орныма өзбек қызы билейді екен. Ол қосымша құрамда болған. Яғни маған бірдеңе бола қалса немесе жарысқа 10 минут кешіксем, мені алмастыру үшін арнайы еріп келген еді. Конкурсқа бір күн қалғанда аздап қобалжып ертерек ұйықтауға ыңғайланып отырғам. Кенет түнгі сағат 12-де біреу есік қақты. Арсен Битанскісі, сен бе Талпақова деп сұрады. Иә, мен дедім. Сен болсаң жаңа ғана хабар келді. Ертең сен жарысқа шықпайтын болдың деп дүңк еткізді. Неге дедім шошып кетіп. Өзің білесің, мұнда оркестр жоқ, ал дойра өзбектің ұлттық аспабы. Сондықтан сенің орныңа Өзбекстанның бешісі билейді деді. Біреу үстімнен бір шелек мұздай су құйып жібергендей болды. Басым айналып, жүрегім дүрсілдеп кетті. Сонда қалай, мен 2 айдай дайындалдым ғой, дойраға да билей аламын деп жылап жібердім. Білмеймін, Өзбекстаннан келген өкіл солай деді. Ертең келіп әуре болмай-ақ қой деп қысқа қайырды да кетіп қалды. Не істерімді білмей шарасыз кейіпте көзімнің жасын көл қылып отырдым да қалдым. Менімен бөлмеде қатар жатқан құрбым маған қарағанда батыл еді. Ол мән-жайды бірден ұқты. Ай-шайға қарамай білегімнен ұстады да тез қимылдау керек. Әйтпесе кеш болады деді. Сағаттың тілі түнгі 12:30-ды көрсетіп тұрған. Жылдам киінде басықтырды әлгі қыз. Асып сасқаным сонша сахнаға кетін қазақша етікті киіп алдым. Үстімде қалат құрбым болса, кім еді сенің жолбасшың? Әлгі Қазақстан комсомолының бірінші қарсысы қайда деп сұрады. Өзбекәлі Жәнібек деді мен еңіреген қалпы. Ол бұл жайдан бейхабар болуы мүмкін. Тезірек соны табу керек деді де мені жұлқып далаға алып шықты. Бізге қарама-қарсы ғимаратта СССР-ді бастап келген комсомол көсемдері жайғасқан. Құрбым мені жетектеген қалпы сол ғимараттың ішінен бір-ақ шықты. Күзетшілер тосқауыл болып түнгі сағат 1-де неғып жүрсіңдер деп сұрады. Бізге Қазақстанның комсомол қарсысы керек деді құрбым. Не істейсіңдер оны? Түсініксіз жағдай туып тұр. Таңертең конкурс, мәселені қазір шешпесек ушығады деді құрбым. Күзетшілер біздің мойынға асып алған СССР деген бейішке қарады да өзбекәлі жатқан бөлменің нөмірін
айтып ішке кіргізді. Өз ағаның бөлмесін тез таптық, есік қақтық, ол кісі жатып қалған екен. Мені көріп шошып кетті. Әй Гүлжан, мұнда не істеп жүрсің, тыныштық па деп сұрады. Аға, мен Өзбекстанның басшылары конкурстан алып тастапты деп жылап жібердім. Көз жасым көл болды. Өз аға түк түсінбей, кім, қайда, қашан, не үшін алып тастаған деген сұрақпен төпелей жөнелді. Мен болған оқиғаны түгел баяндадым. Ол желдің қайдан соққанын бірден түсінді. Тістеніп тұрып біреуді жақсылап сыбады да СССР комсомолының бірінші хатшысы Евгений Тяжельниковқа телефон соқты. Евгений, сен ояусың ба? Мен қазір барамын. Аналар тағы да бірдеңені былықтырып жатыр деді. Сөйтті де бас хатшының бөлмесіне бардық. Тяжельников екеуі арғы бөлмеге кіріп есікті жауып алды. 15 минутта телефонмен сөйлесті. Сосын шықты да: Гүлжан, еш алаң болма, ертең билейсің. Бар да демал. Азанда сағат 8-те көлік жіберемін. Сақадай сақ тұр. Бөлмеден шықсақ, құрбым дәлізде үрпиіп күтіп тұр екен. Өз аға оған қарап: Уайымдама, құрбың ертең жарысқа қатысады, бәрі оңынан шешілді деді де екеумізді шығарып салды. Бөлмеге келіп ұйықтайтын дәрі іштім. Бірақ әсер етпеді. Алған стрестің күштілігі сонша таң атқанша көзімді ілмедім. Азанда тұрып жуынып киініп сақадай сай тұрдым. Сағат 8-де қап-қара шетелдік машина қонақ үйдің алдына келіп тоқтады. Ол заманда СССРде шетелдік көлік тұрмақ, Жигули көрмейміз. 1960-70 жылдары москвичі бар адам патшаның баласындай көрінетін. Қонақ үйден шыққан жұрт әлгі көлікке тамсана қарап сыртын сипалап көріп жатты. Біреулері терезесінен сағалап жүр. Осы сәтте қонақ үйден мен де шықтым. Шопыр көліктің артқы есігін ашып мені ішке отырғызды. Жұрт қызығып қарап тұрды. Көңілім көтеріліп бір марқайып қалды. Меніңше сол заманның ең супер автомобилін Өзбекәлі ағам мені жігерленіп сілкінсін, қуаттанып қуансын деп әдейі жіберген сияқты. Әйтпесе ондай көлікке Брежневтің қызы да отырмаған шығар. Түндегі күйреген көңіл күйім таңға жайып көлікке отырған соң лезде қалпына келді. Концерт өтетін ғимараттың алдына кеп тоқтағанда патшаның қызындай болып салтанатпен түстім. Сахнаның артында ұлттық костюмді киіп кезегімді күтіп тұрмын. Оркестр сол күйі құрыды. Амал жоқ, дойраға биледім. Бағыма орай Алматыда оқыған кезде биден беретін ұстазым Ташкенттің қазағы еді. Ол маған өзбек биінен сабақ беріп дойраның ритмін үйреткен. Таныс аспап болған соң сасқаным жоқ. Әдегеннен дойраның ритмін іліп алдым да мың бұралып сала бердім. Обалы не керек, бидің түбін түсірдім. Бірақ ұйқының аты ұйқы, қанбаған ұйқым жүзімдегі эмоцияны солдырып жіберді. Жүзімнен шаттықтың шуағы төгіліп тұрмады. Мұны қазылар да байқап қойды. Кім білсін, егер сол жолы эмоциям мықты болғанда бәлкім бірінші орын алар ма едім. Есесіне 3 күн бойы Алматыда тіктірген ұлттық костюмім үлкен рөл ойнап кетті. Қос етек көйлегімде, велюр нымшамда, құндыз бөркімде, бөркімнің үлбіреген үкісі де сахнаны жандырып жіберді. Осылайша бірінші турдан өттім. Одан кейінгілері оңай болды. Соңғы шешуші кезеңде ерекше шабыттандым. Себебі залдың атмосферасы жігер сыйлады. Сахнаға шыққанда зал қиқулап, айқайлап, ысқырып, қол соғып, шулап кетті. Артынша тебіреніп жылағаным есімде. Кейін байқасам, мен шыққанда делебесі қозып қиқулап отырған қазақтар екен. Өз ағам фестивальға делегация болып барған барлық саланың маманын залға жинапты. Тіпті қырғыз делегациясында әкеліп отырғызып қойыпты. Жарыс біткен соң жеңімпаздарды анықтап марапаттау үшін арнайы залға жинады. Бірінші күні дойраға билеген биім көңілден шықпады. Сондықтан жүлдеден үміт күтпегем. Мұндай фестивальға қатысудың өзі абырой. Кенет қазылар Талпакова СССР деп айқайлады. Маған бұл Кальпакова деп естілді де мән бермей отыра бердім. Сөйткенше болған жоқ. Гүлжан Талпакова СССР деп бірнеше мәрте шақырғанда қасымда отырғандар маған бұрылып: «Әй Гүлжан, сені шақырып жатыр» деді. Тоқ соққандай құлағым естімей қалды. Тәлпіректеп тұрдым да баспалдақтан былқ-сылқ етіп мас адамша теңселіп әрең түстім. Сахнаға жеткенше құлап қалам ба деп қорықтым. Жарқыраған күміс медальді мойныма ілді. Сый-сияпатпен гүл шоғының астында қалдым. Фотографтар жан-жақтан шытырлатып жарыса суретке түсіріп жатыр. Осылайша өмірімде алғаш жарысқа қатысып дегеннен екінші орын алдым. Өз ағамның қуанышында шек жоқ. Жеке келіп құттықтады. Мәскеуге барған соң жеңімпаздарға дастархан жайды. Ол жерде де өз ағамның абыройы асқақтап айдарынан желесіп тұрды. Бұдан да қызығы СССРдегі ең беделді журналдың бірі Огонёктың мұқабасында суретім шықты. Ішіне мен жайлы көлемді мақала жазылыпты. Оны да ұйымдастырған Өзбекәлі ағам болатын. Конкурстан алтын алған қаншама лауреат пен таланттар үзеңгі қағыстырып ауыздығын шайнап тұрған. Сонша жұлдыздың арасынан суырып шығаруы мен үшін ғана емес, Қазақстан үшін зор абырой. 1968 жылы ұлттық киіммен Огонёктың мұқабасына шығуым қазақ жастарына мотивация мен мақтаныш сезімін сыйлады. Бұдан соң Алматыға ұштым. Ол кезде Алматының әуежайынан ұшақ аз жүретін. Қонуға жақындағанда алаңдағы қызыл кілемді көріп, шетелден қонақ келген екен деп ойладым. Траптан түскен кезде бірақ білдім, мені салтанатпен күтіп алу үшін бұл құрметтің бәрін ұйымдастырып дайындаған Өзбекәлі ағам екен. Осыдан соң жұлдызым жанып тасым өрге дөңгеледі. Орта Азия бойынша шығыс биін билетін жалғыз бишіге айналдым. Соның арқасында 50-ден астам шет мемлекетте өнер көрсеттім.
Софияда болған оқиғаны кейін терең сараптадым. Ол интриганы Өзбекстанның комсомол хатшысы ұйымдастырса керек еді. Ондағы мақсат маған жалған ақпарат беріп конкурсқа қатыстырмау. 5 минут кешіксем менің орныма Өзбекстанның бешісі шығуға дайын тұрыпты. Дайын тұрғаны сол оркестрдің өзінде дойрамен алмастырып қойған. Ол заманда шетелге кім шықса да СССР-дің атынан қатысатын. Сондықтан өзбек шықты не қазақ шықты не айырмасы жоқ деп қарайтын. Бірақ өзбек әлі олай қараған жоқ. Ол ұлттық намысқа шапқан кезде басқа идеологияны көзі көрмей қалатын. Сол түні интриганың тірсегін қиып, жолын жауып тастады. Мен де намысқа тырысып батырға оң солы бір дегенде өзбектің дойрасына өзбектен артық билеп шықтым. Егер сол түні сүрінгенімде кейінгі бақ пен бақыттың, атақ пен даңқтың ұштығы түгілі пұштығы да бұйырмас еді. Одан бөлек сол түні бірден шешім қабылдап, білегімнен сүйреп отырып өз ағаның бөлмесіне ертіп апарған жан құрбыма өмір бақи қарыздармын. Ол атақты әнші София Ротару болатын. София сол жолы алтын медаль алып, жұлдызы жарқырады. Саудагер министр. Әділдігін айту керек, өзбек әлінің батыл қимылдап шұғыл шешім шығаруы сол кездегі мәдениет министрі Ильяс Умаров сияқты ұлтшыл азаматқа да байланысты. Осы министрден қолдау тапқасында қолда бар қаржыны ұлттық өнерді дамытуға аямай жұмсайтын. Болгариядан келген бойда өзбек әлі министрге кіріп, оркестрге билетін ұлттық бишілерді көбейту мәселесін өткір қояды. Ильяс Умаров гүлдер ансамблін құруға пәрмен береді. Ильяс мәдени майданда өзбек әлінің идеясын қолдайды. Оған қарсы ұйымдастырылған интригаларға кеудесін тосып оны қорғайды. Ильястың ұлтшылдығына қайран қаласың. Ол министр болғанда игі жақсылар қызметімен құттықтап кабинетіне кіріпті. СССР дәуіріне кез келген басшының бөлмесінде орталық комитеттегі бюро мүшелерінің портреті тізіліп тұратын. Министрдің кабинеті тұрмақ, айдаладағы ауыл мектебінің өзі сол бюродағы көсемдердің келбетімен көмкерілетін. Бір қызығы, Ильястың креслосының ту сыртында Темірбек Жүргеновтың портреті ілініп тұрыпты. Бірде Қанабек Байсейітов: "Леке, Брежневтің орнына Темірбек ағамыз жайғасып алыпты ғой, қорықпайсыз ба?" деп таңғалыпты. "Әу, Қанеке, менің министр, сенің халық әртісі болып жүргенің осы кісінің арқасы. Бұл кісіден кейін біздің бітірген ісіміз шамалы" деп жауап беріпті. Шындығында Ильяс Темірбектің тікелей шәкірті емес, бірақ мәдени майданда оны пір тұтқан сияқты. Себебі мәдениет үшін жан алысып, жан берісіп әдістері ұқсас. Қанабек Байсейітов 1970 жылы Ильяс қайтыс болған соң, оның орнына келген жаңа министрдің қабылдауында болады. Темірбектің төрдегі портреті алынып тасталған. Оның орнында құмыра мен алманың суреті салынған, кенеп ілініп тұр екен. Осыны көргенде Қанабек көзіне жас алыпты. Құрметті оқырман, осы жерде Ильяс Умаровты таныстыра кетейік. Ол да мәдени майданда 1 сантиметр шегінбеген нағыз қаһарманның бірі. Мамандығы экономист, 1933 жылы Ташкентте экономика оқуын бітіреді. Сосын Қызылордада 3 жыл сауда ісі техникумында директор болады. 22 жасында Гүлшат есімді қызға үйленеді, бірақ таңдауы басына бәле болып жабысып қуғындалады. Себебі Гүлшаттың әке-шешесі кәмпескеге ұшыраған омбының байлары болған екен. Осыны сылтау қылып, НКВД қысымға алады. Дереу ажырас, әйтпесе карьераң осымен тынды деп қортады. Ильяс ойланбастан партбилетін тапсырып қызметінен кетеді. Айтқандай ешкім оны жұмысқа алмайды. Қаржыдан қысылып, халі мүшкілдене түседі. Бір күні НКВД-ның жаңашыр офицері құлағына сыбырлап: "Дереу Алматыға кет, мұнда сені соттатпай қоймайды" дейді. Ильяс әйелін ертіп Алматыдан бірақ шығады. Келе сала сауатты маман ретінде аяқ киім шығаратын зауытқа бухгалтер болып орналасады. Тұралап тұрған зауытты қуатты өндіріске айналдырады. Қазақтың бағына орай оның көзінен кемістік шығып соғысқа алынбай қалады. Есесіне Қазақстанның сауда комиссары болып бекітіледі. Ең қызығы, сауда-саттық ісін шыр айналдыратын экономист бүкіл әлеуетін мәдени салаға бұрған. Бұл азаматтың мамандығы саудагер демесең, жан жүрегі қазақтың ескі ауыз әдебиетімен қаланып, денесінің әр клеткасына шейін қазақ мәдениеті деп соғып тұрған. Қолына биліктің тетігі түскен күннің ертесіне қазақ мәдениетін насихаттауды бастап кетеді. Бұл кезде Сталин тірі болатын. Репрессия уақытша тоқтаған. Мұртты көсемнің есіл-дерті майданға ауып, немістермен алысып жатқан. Ильяс потенциалын қазақ мәдениетін күшейтуге салды. Спектакльден қалмайтын, бірақ ондағы артистердің киіміне көңілі толмады. Олардың киімі тым жұпыны, әрі оқиғаның дәуірін дәл бере алмайтын. Ол кезде театрлардың киім тігетін дербет цехы да жоқ еді. Соғыс жағдайына қарамай Ильяс 3 театрды қаржыландыру жоспарын жасап, дереу іске қосады. 1 жылдың ішінде Алматыдағы 3 театрдың костюмдері жарқырап шыға келеді. Бұған қарап, Ильясты ақша тауып қаржы бөлуді ғана қарастырды деп қалмаңыз. Ол бала жастан шығыс шайырларын құлағына қойып, көкірегіне түйіп өскен сөз өнерін түсінетін. Кейде қарапайым боламыз деп қарабайырлыққа ұрынып қалатын профессионал артистердің өзіне салмақты сын айтатын. Мысалы, Шәкен Айманов сияқты артистерге ескерту беріп,
Халықтың сөйлеу өнерін көтерудің орнына керісінше түсіріп жібердіңдер. Олай болмайды. Мұндай жұтаң сөзді халық үйінде де қолданып жүр. Оны сахнада қайта тыңдаудың еш мәні жоқ. Себебі оның мәдени деңгейі өспейді. Мешеу тарта бастаған халық ауыр тұрмыстың бір сәтке босап театрға барғанда нағыз адами деңгейді көріп, соған қарап тартылуы керек. Надандықты сөйтіп қана жеңесін дейтін. Дәл осындай ескертуді адамзатқа қаратып кете де айтады. Біз адамды бар қалпында тұрған кейпінде ғана қабылдасақ, түбі оған қиянат жасаған боламыз. Егер оны қол жеткізе алатын билігінде көре алсақ, сол деңгейде қарым-қатынасқа түссек, оның сондай адам болып қалыптасуына көмектескен боламыз. Демек, мәдени салаға қарапайым болып қалам, сөйтем халықтың жүрегіне жол табамын деп қарадүрсін форматқа түсіп қалудан сақ болу керек. Кез келген адам өзін бар қалпында тұрған кейпінде қабылдап қоя салса, мәдени һәм рухани тұрғыда кері кетпей тұрмайды. Себебі адам болмаса ағысқа қарай жүзген кезде тірі балыққа ұқсайды. Өлген балық қана ағыспен ағады деген тәмсіл осыдан шыққан. Сондықтан біз мәдени өсуге тиіс биік деңгейді театр, кино, кітап бетіндегі идеалдарға қарап анықтаймыз. Соларға ұқсауға тырысқанда адами деңгейіміз тоқыраудан құтылып, гүлденген қоғам құруға құмар боламыз. Түйенің үлкені көпірден таяқ жейді дегенде Қажымұқан атамызды денесінің ірілігінен қиындық көріпті. Әсіресе төзімді аяқ киім таппай қиналыпты. Палуанның бұл проблемасы Ілиястың назарына ілігеді. Ол шеберлерді шақырып, палуанның аяғын өлшетіп, 10 жыл кисе де тозбайтын бірнеше аяқ киім тіктіріп берді. Евгений Брусловский мен ағайынды Мүслім Ришат Абдулиндерде Ілиястың арқасында жаңа костюмге қарық болды. Сол кезде Ресейден Алматыға жер аударылған өнер қайраткерлері де болған. Олардың да әлеуметтік проблемасы ушығып тұратын. Ілияс оларды жарылқап, азық-түлікпен қамтамасыз етті. Наталья Цас есімді танымал театр маманы Ілияс жайлы мынадай естелік айтады. Мен Ілияспен жарты-ақ сағат әңгіме дүкен құрдым. Осы уақыт ішінде қазақ халқын және оның мәдениетін шексіз сүйіп кеттім деп ағынан жарылыпты. Цас ханым да Ілиястың арқасында Алматыдан Цас театрын ашты. 1943 жылы Ілияс республикалық ақындар айтысын өткізуді жоспарлайды. Осы ойын Сәбит Мұқановқа айтады да мені ұйымдастыру комитетіне кіргіз деп сыбырлайды. Отшыл деген айыпқа ілініп айдалып кетпес үшін бұл шараның бәрі майдандағы жауынгерлердің рухын көтеру үшін жасалып жатыр деп бүркеп қояды. Айтыс бір аптаға созылады. Алматыдағы опера және балет театрында өтеді. Залға адам сыймай кетеді. Елдің әр шетінен 88 ақын қатысады. Нартай, Шашубай, Кенен, Майбасар, Иса бастаған айтыскерлер өлең жырдың көркін қыздырып, халықты еңсесін көтереді. Әсіресе Сапарғали мен Есенсары айтысы жұрттың рухын көтеріп жібереді. Сапарғали: бүркіттей шарықтайсың асқар асып, теңіздей толқындайын жатқан тасып, жүйріктей жетке шауып көсілейін, аттайын айшылықты алтақ басып деп, Абылай бастаған қазақ батырларының жауды жапырып, жайпап, қылышпен кесіп, найзамен тесіп, жебені жаңбырдай жаудырып, қалмақтарды шоқпармен ұрып аттан аударған ерлігін баяндайды. Советтік пропаганданың кесірінен тарихи жады өшіп бара жатқан қазақ жұртының бейсанасы мен түп санасын бір қопарып тастады. Қазақ төңкерісінен кейін пайда болған ақындардың жаңа буыны қызыл сұңқарларды жырға қосып әспеттеуге үйреніп қалған. Тарихтың қисық сүрлеуіне түсіп кеткен осы бір өнерді кәрі тарландар бір аптаның ішінде қалпына келтіріп қойды. Сіз ютубтен күй тартып отырған Дина апамыздың бейнесін көріп пе едіңіз? Өзіңіз ойлап қараңыз. Дина Оралда тұрып жатқан, ал студия Алматыда. Осындай қиын кезде Оралдағы қарт күйшіні Алматыға апарып видеоға жазып алу кімнің ойына келді? Бұл жобаны да жүзеге асырған Ілияс Умаров. Ол Дина апаның шығынын көтеріп Алматыға алдырған соң жағдайын жасаған. Бөлек киіз үй тігіп есігінің алдына сиыр байлап қойған. Музыканттарды алдырып күйлерді нотаға түсірткен. Бұл кезде Қаныш Сәтбаев бастаған ағартушы ғалымдар да жыр құндылығын жинап жатқан. Маңғыстауда жатқан 83 жастағы қарт жыршы мұрын жырауды алдырып, жырын қағазға түсіреді. Бір қызығы осы істің де басы қасында Ілияс Умаров жүрді. Академиктерге сұраған ақшасының соңғы тиынына дейін дер кезінде тауып беріп отырған. Соның арқасында әлем соғысып бөлініп жатқанда қазақтың рухани құндылықтары бүтінделіп жатты. Қырымның 40 батыры сол кезде қатқа түсіп қатталып қалды. Ілияс 1944 жылы Құрманғазы атындағы консерватория мен қыздар пет институтын ашуға да тікелей араласты. Қатты қызып кеткені сонша Ермұхан Бекмаханов пен Қажым Жұмалиевті кабинетіне шақырып, қазақ тарихын қайта жазуды тапсырды. Олар да аянып қалмады. Абылай хан мен Кенесары жайлы деректер объективті талдаумен Қазақ ССР энциклопедиясына еніп кетті. Бірақ бұл қулықтарын большевиктер бағып отыр еді. Соғыс біткен соң Сталин жолдас репрессия жасайтын сүйікті кәсібіне қайта оралды. Екі ғалымның басына қара бұлт үйірілді. 1952 жылы ұлтшыл элементтерді жою туралы келесі науқан басталғанда Ілияс бастаған тұлғалар тұзаққа түсті.
1951 жылдың наурызында Правда газетінде Бекмахановты қаралайтын мақала шығады. Сонда былай деп жазылған: тарих ғылымдарының кандидаты Сүлейменовтің сөзі. Буржуазияшыл ұлтшыл Бекмаханов туралы Қазақстан тарихшылары қаншама рет мәселе көтерді. Бірақ соның ешбірін қолдамады. Керісінше, мұндай маңызды мәселені кім көтерсе, сол адам қуғын мен арандатуға ұшырады. Омаров Жолдас Бекмахановтың кітабының зиянды екені туралы БКП орталық комитеті мен СССР ғылым академиясының алдында мәселе қойғанымды білген соң, ол мені шақырып алды да дөрекі сес көрсетті. Академияның президенті Сәтбаев, академик Сауранбаев Бекмахановты әшкерелеуге кедергі келтіріп бақты. 1949 жылы партия ұйымы Бекмахановтың мәселесін қарамақ болғанда әртүрлі телефон соғылды. Алматы обкомының хатшысы Жанғозин Жолдас ешқашан академияның өміріне назар аударып көрген жоқ, назар аудармай да келеді. Міне сол кезде ол телефон шалып Бекмахановтың мәселесін қоюға үзілді-кесілді тыйым салды. Тура сондай тыйым бұрынғы қалалық партия комитетінің хатшысы өзін байдың тұқымы екенін жасырғаны үшін БК қатарынан шығарылған Жүсіпбековтің тарапынан да жасалды. Омаров Жолдас Бекмахановтың қателігін ұлтшылдық емес саяси қателік деп қараңыздар деп мені үгіттеді. Құрметті оқырман, жанкешті тау тұлғалардың осы талас тартысына қарап, қазақтың жауы қазақ, қазақтар бір-бірінің аяғынан тартқан, басқа түк білмейді деген сияқты советтік типтердің ойлап тапқан мінездеменің далбаса екенін түсінесіз. Ірі қазақтар Бекмахановты жауға бермейміз деп жан алысып, жан берісіп жатыр, бірақ күш тең емес. 1952 жылы бұлардың бәрі Бекмахановпен бірге қудаланып, жұмысын тастап, бас сауғалап кетті. Ильяс соның өзінде амалын тауып, Ахмет Жұбанов пен Мұхтар Әуезовті тұтқынға түсірмей, Мәскеу асырып жіберді. Өзі әупірімдеп жүріп Мәскеуге партияның оқуын оқып әзер құтылды. Ал Бекмаханов 1951 жылы университеттегі жұмысынан қуылып партия қатарынан шығарылды. Біраз уақыт Алматы облысының Нарынқұм ауданындағы орта мектепте тарих пәнінен сабақ беріп күнделікті. Бірақ қуғын-сүргін тоқтамады. Жамбыл облысы Шу ауданына Новотроицк селосына жіберілді де сондағы мектепке жұмысқа тұрды. Бірақ Кенесарының рухын оятып жіберетін тарихшы бәрінен де қауіпті еді. Совет өкіметі оны соттамай тынбады. 1952 жылы 5 қыркүйекте тұтқындап, Гулагтың алыс бір лагеріне 25 жылға жөнелтті. Сталин өлген соң Хрущевтің жылымық кезеңі орнады да 1954 жылы ақталып елге оралды. Ұлтының алдында адамдық борышты саналы түрде арқалаған бұл ерлерді сындыру оңай емес еді. Заманның болмашы жұмсарғанын пайдаланып олар үзілген міндетін 1955 жылдан бастап қайта жалғады. Әуезов бастаған ғалымдар Абайдың мұрасы мен өмір жолын қопаруға кірісті. Әлкей Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбай, Марданбай Ділдә сияқты этнографтар Қазақстанның түкпір-түкпіріне экспедиция ұйымдастырып, қазақтың көне жырлары Қорқыт ата, Көроғлы, Оғызнама сияқты жәдігерлерді жинақтап жатты. Одан бөлек қазақтың көне шаһарларына археологиялық қазба жұмыстары басталды. Мәлік Ғабдуллин, Рахманқұл Бердібай, Қажым Жұмәлі, Бейсенбай Кенжебайлар сияқты батырлар жырын қайта жаңғыртуға кірісіп кетті. Мәскеуден партия оқуын оқып коммунистік иманын күшейтіп келсе де, Алматыдағы кәрі коммунистер Ильястың өзгеріп келгеніне сенбеді. Оны солтүстік Қазақстанға хатшы етіп мәдени ссылкаға жібермек болды. Сөйтті де туған жеріңе барып қызмет ет деп арқасынан қағып теріскейге шығарып салды. Жүрегінде жасырын жанған елдік санасы Ильясты бейқам отырғызбайтын. Бұл жаққа келген соң да қауіпті ісіне кірісті. Себебі мұнда Ыбырай Алтынсарин жатқан. Енді соның басын қарайтып, моласын киелі мекеннің біріне айналдыруды қолға алды. Себебі ұлт ұстазы Ыбырайдың қабірі де, соққан мектептері де, жазған еңбектері де қараусыз қалған деседі. Ең қызығы, Ильяс Омаров бала кезінде осы Ыбырай Алтынсариннің мектебінен түлеп ұшқан. Бұл жерде оған адамдық борыш деген рухани дертті Бекет Өтетілеу жұқтырды. Бекет Қалыңмал романының авторы Спандияр Көбеймен бір сыныпта оқыған. Ыбырай Алтынсариннен тікелей тәлім алған. Ал Бекеттен Ғабит Мүсірев, Бейімбет Майлин және Ильяс Омаров дәріс тыңдап еді. Араға 30 жыл салып Ильяс туған жеріне оралды. Ол алғаш рет 1949 жылы Қостанайға іссапармен келгенде Ыбырай зиратының қараусыз жатқанын байқаған. Қостанайға келген бетте оны дастархан жайып жергілікті газет тілшісі ақын Сырбай Мәулен күтіп алған. Ильяс, мені алдымен Ыбырай атаның қабіріне апар, әуелі ұлт ұстазына тағзым етейін, сосын барып басқа отырамыз дейді. Әсілі әруақты ерлерге зиярат жасау Отөкен тауынан басталған, Күлтегін тасында жазылған көне дәстүрдің жалғасы еді. Ислам дәуірінде бұл дәстүр Құран оқып бағыштау деген діни элементтен құнарланды. Бірақ совет кезінде қалпақ шешу, 1 минут үнсіздік сияқты советтік тағзым түрлері шыққан. Ильяс дәуірдің талабына сай Ыбырайдың әруағына тағзым еткісі келді. Бірақ қабірдің сұрықсыз сиқын көргенде оның көңілі құлазып кетті. Ол мұнда келгенін
Ыбырай мектебін қайта жөндеп, қабірін қарайтып, қоршап, ұлт ұстазын ұлықтау жұмысын жандандырды. Бұл қамқорлығын жүрегі тоқтағанша үзген жоқ. 1970 жылы Ильяс 57 жасында дүние салды. 1972 жылы жергілікті коммунистер ескірді, орнына жаңа мектеп соғамыз депкен сылтаумен мығым тұрған Алтынсариннің ағаш пен кірпіштен соғылған мектептерін қиратып, құрылыс материалдарын жұртқа таратып беріпті. Ильяс солтүстік Қазақстанға хатшы болып келгенде өңірдің бірінші хатшысы Алексей Попотка оны ұлтшыл деп жақтырмапты. Жақтырмағаны сол кабинетіне кіргізбеген. Ильяс та оның кабинетіне күні түсіп бармаған деседі. Бірақ бір жыл өтпей-ақ Попотка қызметінен кетіп қалады. Ильяс идеология жөніндегі хатшы болса да экономист ретінде жоспарлау ісіне белсене араласқан. Мәдени майданда жеңілетін болса жергілікті жұрттың рухани шапшаң керек ететіні жақсы білген. Сондықтан бюджетке ақша тартқанда жоспарға мәдениет үйі, монша, филармония, телеорталық, аурухана, мектеп сияқты нысандарды енгізген. Мәскеу шенеуніктері провинцияға телеорталықтың не керегі бар деп бюджеттен алып тастамақ болғанда, ол ескі танысы Микоянға телефон соғып жоспарды бұздырмайды. Ежелден бері көшпелі қазақтың ұлттық кодын оятып, намысын қоздырып, қанын қаздыратын киелі өнердің бірі айтыс. Қазақ тарихындағы классикалық айтыстар ауыз әдебиетінің жауһары. Ол кезде тамырын тереңнен тартатын ақындар бір айтыстың өзінде діни қисадан бастап түскен кезде халықтың иманын жаңалап, көмескі тартқан тарихи танымын жаңғыртып, дөрекіленген эстетикалық талғамын лира эпостық жырмен әсемдеп, мұқалған намысын қайрат кететін. Оның осындай құдіретін поляк саяхатшысы Янушкевич дәл аңғарған. Ол Орынбай мен Жаңнақ ақынның айтысын баяндап келіп, Орынбай кезектегенде домбырасын қағып-қағып жіберіп, өлең басын адам ата Хауанаға арнады. Содан Нұхтың кемесіне мінді, топан судан өтті де Арараттың биігіне шықты, Інжіл иірімдеріне көз тастады. Жолай барлық оқиғаны қалдырмай баяндады.